Бүгінгі жақсы подкастта мен досым Ерлан Абдырұлы. Қош келдің, Ерлан мырза. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Келгеніңізге рахмет. Сіз үшін Алматыдан келдім. Бұл бағдарлама Астанада түсіріліп жатыр ғой. Көрермендер біле ме, білмей ме? Таңертең Алматыдан ұшып келдім сіздің подкастыңыз үшін. Сіздің оқырмандарыңызбен бірге болып қалайық деп. Арнайы күтіп алдым әуежайға барып. Иә. Рахмет. Өмірде сен деп подкастта сіз деп отырсаң осылай. Енді бүгін мен әйеліме де сіз деп сөйлеймін ғой. Солай ма? Біз енді бүгін Ерланды 15-20 жылдан бері бірге таныс біліс қана емес, дос, отбасылық араласатын досымыз. 20 жыл қалды ма? 15 жыл. 15-20 жыл болды ма? 15 жыл анық болды енді. 20 жыл болмаса да 15 жыл анық 15 жыл. 15 жыл деген ол сенің үйленген жылың ғой. Одан алдын таныспыз ғой. 17 жыл дегенде. Сол университеттің қабырғасынан білеміз. Иә. Ерлан телеарнада жұмыс істеді, продюсер болды, редактор болды, газетте публицист болды. Жазушылық қадамға қадам басып, идеал жігіт дейтін кітаптың авторы жатыр, алғашқы кітабы. Құтты болсын. Мен енді оны бір жазушылық дегенде бізде жазушыны бір Мұхтар Мағауин, болмаса бір Әбіш Кекілбаев, бір әңгіме жазатын, роман жазатын адамдар жазушы деп айтады ғой. Бірақ енді жалпы түбіріне келсең, жай жазу ғана ғой енді. Сондықтан енді білмеймін, бір жазушы деп айтса маған сәл тым литературно, әдеби болып естіліп кетеді тағыны. Бұл енді бір әдеби кітап емес, бұл көбіне сол публицистика деп айтқан дұрысырақ шығар, енді публицистикаға келетін кітап шығар. Кедейлік сана деген тек ақша ғана қатысты емес екен ғой, негізі сонда адам өзін төменшіктетіп. Жоқ, мен әдеби кітап емес екендігін түсіндіргім келіп жатыр. Жалпы ол түбі жазу ғой. Біздің ұғымымызда просто жазушы деген тек әңгіме жазатын, роман жазатын, бір жазатын адамдар, бір творческий, шашын сулап қайырған, шашы бұйра бір балконнан алыс қарап темекі шегіп тұратын деген сияқты сондай бір творческий адамдар ғана болып көрінетін еді ғой. Мен енді өзімді бір қатты бір творчествоның адамы деп те атай алмаймын. Сол екеуінің ортасындағы адам шығармын деп ойлаймын. Мен журналистика факультетін бітіргем. Бірақ бір қатты жаңағы арманшыл, қиялшыл, ақын шалыс, мұңшаққыш творчество өкілі емес шығармын деп ойлаймын. Творчествоның өкілдері естісе өздеріне айтамын мен. Талай курстастарым бар. Жаңағы осы әңгіме, өлең жазатын. Мұраттан бастап дейсің ғой. Иә. Ренжісе ренжи берсін, бетіне айтқам деген сөз бар еді ғой, сол сияқты. Жақсы. Енді мына жақсы подкасттың алғашқы сериясында біз үлкен қадамдар өзі, үлкен дүниелер кішкентай адамдардан басталады. Қандай да бір еңбек болмасын, оның түбінде үлкен, қандай да бір шыққан бір туынды болсын, бір кітап болсын, оның артында үлкен еңбек тұрады. Айсбергтің тек қана ұшы көрінеді деген идеяны таратсақ деген ойымыз бар негізінде. Осыған дейін келген осы подкасттың қонағы болған азаматтармен де осындай бір дүниені талқыладық. Енді мына соңғы жылдары өзің осы бір отбасылық тәрбиеге қатысты, бала тәрбиесіне қатысты, отбасылық қарым-қатынасқа қатысты коуч десек бола ма, тренер десек бола ма, бір тәжірибелермен бөлісуші бір тұлға ретінде қалыптасып көрініп келе жатсың ғой. Енді бұл бірақ шынын айтқан кезде бір кеше ғана пайда болған нәрсе емес қой. Иә. Осының бір бастауы қалай, неге осылай, мысалы айталық, хабардың, жас қазақтың журналисті болып жүрген адам осындай бір бағытқа бет алды. Қалай басталып еді? Білмеймін енді бұны қалай айтса болады екен. Мен өзі бір Құдай осыған дайындап ретімен бір әртүрлі мектептерден өткізіп алып келген секілді болып көрінеді маған. Ол бір кешегі телевидениедегі, болмаса бір газетте жұмыс істеген кезден ғана емес, анау ауылда, мен өз Мақтаарал ауданы, қазіргі Түркістан облысы ғой, сол ауылда, Мақтаарал ауданы түкпіріндегі бір ауылда, Өзбекстанмен шекаралас бір ауылда, Өзбекстан деген кәдімгі тереземізден көрінетін жерде туылғам.
атамның қолында өстім, әжемнің қолында өстім, әкеміз ертерек қайтыс болып кетті. Былайша айтқанда бір қазір айтып жеткізе алмай жүрген бір нәрселерді ол былай еді ғой деп түсіндіре алмай жүрген, біздің ата бабамыз мынандай еді ғой, дәстүрлі тәрбиеміз мынандай еді ғой деп жүрген тәрбиелерді мен шынымен көзіммен көріп, қолыммен ұстап, өзімнің өн бойымнан өткізіп деген сияқты сезініп өскен адаммын. Бір сол үшін де бір өзімді бақытты адам санаймын. Сондықтан бір кеше бір журналистика факультетінен бір болмаса кейінгі кезден ғана бір пайда болған нәрсе емес, бір бойымда сол жаңағы атаның тәрбиесі, әженің өнегесі деген сияқты сол тәжірибелермен аталардың өнегесін бір бүгінгі ұрпаққа бір жеткізуші бір алтын көпір сияқты бір Алла өзі бір дайындап алып келген шығар деп те өзім ойлаймын кейде. Ары қарай мына кітапқа болмаса бір осы сөйлеу, елдің алдына шығу жағынан менің Сәкен Сыбанбай деген ағам болды, әкемнің інісі. Ол кісі Жас Алаш деген газетте жұмыс істеді. Ол 2000-90 жылдардың соңында Жас Алаш деген кәдімгі көкте күн жерде Жас Алаш деген сияқты сол заманның фейсбугі ма, сол заманның бір ең мықты паблигі ма, сондай бір оқылатын газет болатын. Жаршап тұрған былайшыққан кезде. Ол Жас Алаштың әр санын қолдан қолға түсірмей оқитын. Сол газетте әр үтір нүктесіне дейін сол газетте менің туған ағам жұмыс істеді, әкемнің інісі. Сол Сәкен Сыбанбайдың культі біздің үйде жоғары болатын, сол кісіге ұқсағымыз келетін. Біздің әулет қана емес, біздің жалпы ауыл атырап осы Сәкен туған үй деген сияқты сол атама күнде сәлем беріп келетін кісілердің легі болатын. Сол ағамызға ұқсағымыз келді, сөйттік дағыны. Сол мен 8-9 класстан бастап мақала жаза бастадым, өзімше материал жаза бастадым. Сөйтіп бір аудандық газеттерге атымыз шыға бастады. Оның өзі бір жазып бастауда бірден қона кететін бір қасиет емес қой, оған көп машық керек. Мен 1-ші классқа мектепке барған кезде жаза алатын едім. Балалар бір таяқша плюс минусты жазып жүрген кезде мен сөйлем құрай алатын едім. Кәдімгі бір 3 томдық па, қателеспесем 4 томдық қазақ ертегілері деген кітап болатын. 4 томдың ба 3 том қателесіп ұмытып отырмын. Сол ертегілерді тауысып барып мен мектепке бардым. Былайша айтқанда мен судыратып өлең оқи алатын едім, жаңағы маржандай қылып жаза алатын едім. Әлі балалар жаңағы ә деп алфавит өтіп жүрген кезде 1-ші сыныптың өзінде. Әрі мен оны айтып жатқан себебім жаңа атамнан шықты ғой. Атам маған кітапты бір сатылап ретімен оқуды да үйреткен адам. Қазір өзі қандай кітап оқу керек, ананы оқу керек па, мынаны оқу керек па дегенде әңгіме көп қой. Атам маған сол основа бір ертегіден бастап ары қарай бір қазақтың батырлар жыры, сосын біздің бір Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің еңбектері, жаңағы Волоколамск шоссесі, Әбу Сәрсенбаевтың офицер күнделігі, болмаса бір Александр Покрышкиннің аспанға қайта оралу деген сияқты истребительдердің, бомбардировщиктер соғысқа қатысқан жаңағы қан майдандағы оқиғаларды бір жағы тарихи еңбек сияқты, бір жағы қазіргі балалар оқып жүрген бір комикс дейсіздер ма, бір қызық бір боевик кино көрген сияқты мен сол жылдардың өзінде оқып тастадым. Бір айтайын дегенім бір жазу, сызу бір кеше ғана бір менде болған бір қабілет емес, оқуға деген, өзім жазуға деген сол. Одан ары қарай жаңағы Абай жолы, көшпенділер деген сияқты біздің жауһарларды сол балалар бір 11-ші класста болмаса 1-ші курста оқып жүрген кезде мен сол 7-ші, 8-ші, 9-ші класстарда оқып тауысып тастадым ғой деп ойлаймын. Содан кейін осы бір елдің алдына шығуға, сөйлеуге, өзіміздің ішіміздегі мен бөлісуге деген осы ағамыз журналист болып алдымызға шықты. Алматыға кетті, аты газеттерден шыға бастады. Әрі жаңағы атамыздың берген әдебиетке, оқуға, жазуға деген үйреткен құмарлығы бар. Сол журналистика факультетіне алып келді. Одан ары қарай жаңағы газет, телевидение деген сияқты публицистикаға қарай бір ұласып кетті ғой ары қарай. Енді біз жаңағы университеттің қабырғасында таныс біліс болғаннан кейін бер жағынан тартып жатырмыз ғой енді жаңағы. Студент кезде осындай. Одан арыда өмірім болған. Оған дейін де болған. Оны жоққа шығармаймыз. Сосын енді отбасын білеміз, Жетісайда болдық. Бірақ қызық бір деталь, мысалы Әбдіғапар. Әбдіғапар атамның аты. Атаңыздың аты Әбдіғапар. Ол кісіні көрсек, Жигули мен образ бар енді, салынғаннан кейін ба, стористе басқа да, бірақ қызық екен. Жаңағыдай мысалы кітап оқуға баулыды, рет-ретімен қойды деген. Былай қарасаң ауылдағы қарапайым ғана, қарапайым ауылдың қарапайым тұрғыны ақсақалы ғой. Бірақ осы бір тектілік дейміз бе, бір қасиет сонда сақталып, және ол
балаға беріліп тұр да, иә ұрпаққа беріліп тұр. Бір сыртынан қараған кезде бір кәдімгі қарапайым ауылдың ақсақалы. Мен өзі бір пост қылып та осыны жазғам, атам қажылыққа барып келген кезде. Осы бір талай мен көрген интеллигент, осы бір сол 2004 жылы біз Алматыға оқуға түстік. Енді Алматы үлкен ортада бір зиялы қауымның ортасында жүргенімізге бір 20 жыл болып тұр енді былайша айтқанда. Осы талай интеллигентіңіз осы менің атамның қолына су құюға жарамас еді деп мен кәдімгі спокойно камераға қарап тұрып айта аламын да, шынымен талай интеллигенттің көзін көрдік қой. Атамның менің 7 класстық білімі бар. Өзі жалғыз бала болған, қалған інілері, нелері медицина дамымаған заман ғой, шетінеп кеткен деген сияқты бір әпкесі ғана болды. Ол кісі де бертінде қайтыс болды. Өз күшімен жаңағы 7 класстық біліммен Ташкентке оқуға барып, жаңағы бухгалтерлік оқуды, есеп қисапты үйреніп деген сияқты, сол жаңағы 40-шы 50-ші жылдары бір ол кезде бір қатты мысалға менің әжем Ұлтай, сол кісінің кемпірі, бір жазу сызуды біле бермейтін кісі еді. Мысалға оны мысалды айтып жатқаным, ол заманда бір көз ашық болу, кітап оқу, болмаса бір дипломың болу деген бір кейін шыққан әңгімелер ғой негізі. Атамның сол 50-ші жылдардан ақ кәдімгі бір көз ашық болған кісі да, былайша айтқанда. Сол бір тәрбиесін балаларым білімді болсын дедім екен, балаларым менен ассын дедім екен, сол бізге құйып үйреткен сияқты. Қарапайым ғана бір айтқан сияқты 7 жылдық көбінде мысалы жаңағы біз енді білім Америка көрген, Англия көрген, енді немесе жаңа батыс көрген, шығыс көрген деген сияқты, магистр, доктор деген сияқты қараймыз ғой. Бірақ ол білім ғана бір жеткіліксіз болып қалатын сияқты. Жоқ, мысалы бүгінгі өзі бір Бишімбаевты талқылап жатыр ғой, сол кісіге қарап та ойланамын да, енді былай қарасаңыз Бишімбаевыңыз элитный дипломы бар, болашақпен оқыған, кедей семьядан да шыға қоймаған сияқты, бір басшылық болған, ештеңеден таршылық көреме қоймаған сияқты, білімі бар, жоғарғы дипломы бар, жаңа истеблишмент деген сияқты лауазымды қызметтер атқарған бір 4 құбыласы түгел жігіт сияқты былай қарасаңыз, қайдан енді бір ол да бір тағдыр шығар Құдайдың, бірақ бір тәрбиеден кеткен бір нәрселер бар секілді болып көрінеді да маған. Енді ол кісінің бір әкесін болмаса бір анасын жазғырғым келмейді, бірдеңке жетпей тұрған болса, біз қазір өзі айтып жүргеніміз баламызды ешкімнен кем қылғымыз келмейді, баламыздың сұрағанын алып беріп жатамыз. Мен мысалға велосипед дегенде бір жоғары сыныпқа жеткен кезде әрең мінген адаммын да, мысалға кеше біздің балалығымыз 90-шы жылдар кеше ғана ғой әйтпесе. Қазіргі балаларда бәрі бар, бәрін сұрағанын, тамағын, киімін бәрін әпереміз. Осы біз ағамыздың костюмін киіп, ағамыздан қалған аяқ киімді киіп, жаңағы өскен поколениеміз ғой. Қазіргі балаларға өзіне шақ размер, бізге бір размер үлкен киім әперетін мысалға ше, бір келесі жылда киесің деген сияқты. Қазіргі балалар бір размер кең әперсең кимейді оны. Қазіргі балаларда бәрін асты үстіне түсіп бәрін беріп жатырмыз, бірақ сол тәрбиеде қалып қоймаса екен деп уайымдаймын да содан кейін. Өзі бір жолға шыққан кезде бүкіл затыңды қамданып шық, бірақ иманыңды ұмытып кетпе деген сияқты баланы өсірген кезде бәрін бергеніміз дұрыс шығар, тәтті тамақ жегізгеніміз, бренд киім кигізгеніміз бәрі болсын балаларымызда, бірақ сонымен қоса бір әдемі дәстүрімізді, тәрбиемізді де қоса бермесек, әлгі бір құстың қос қанаты болатын сияқты, ертең біздің балаларымызда тиран болып, абьюзер болып кетпеуіне кім кепіл? Осылай да сақтанып жүру керек деп ойлаймын. Қазір енді мені бір ата-аналар көріп отырған болса. Жетісай 90-шы жылдар. Оны қайтадан неге кетіп қалыппын ғой мен енді. Жетісай 90-шы жылдар қайда кетіп қалдым дейсің? Бергі Бишімбаевтар заманына кетіп қалыппын ғой. Ана салыстырып, енді ақыры бала тәрбиесі дегеннен кейін, отбасында қарым-қатынас дегеннен кейін, сол 90-шы жылдардағы Жетісай, отбасы қандай ассоциациялар береді? Жаңа айттық қой енді, мысалы, қалай дегенмен сол бір кезең болды, нарықтық дәуірге өтіп жатқан уақыт, бір қаржылық бір қиындықтар, бірақ осы өткен жолы ғана бір сұхбатта педагогикада жаңағы ұзақ жыл тәжірибесі бар, Құралай Байтажикова апайымыз айтады да, мен мысалы қазір балалардан әлсіздіктер көремін, балалардың бір өмірге дайын еместігін көремін, солар үшін шырылдаймын. Бұлай бірақ соңғы 30 жылда дәл солай шырылдамаппын дейді да. Тіпті жағдай қиын сәтте де бір тәрбиеде ондай олқылықтар кетпеген еді. Қазір кішкене басқаша болып кетті. Жаңа бір челлендждер, жаңа бір қиындықтар келді деген сияқты. Сол 90-шы жылдар қандай ассоциация береді бала ерлан үшін мысалы? Сосын оны қазіргі өзіңнің балаларыңмен бір салыстырып көрейік.
90-шы жылдар енді қанша бір қазіргі кезден жағдайымыз ол кезде төмен болса да, білмеймін, ол кез келген адам бала кезін, жаңағы мектеп оқушы кезін сағынатын шығар деп ойлаймын мен бәрібір. Ол мүмкін емес. Осын мен бір Абай Қалшабек деген ағам бар, Шымкентте тұрады, әдебиетші, сол кісі әдемі айтып еді. Неғып біз бала кезіміз сағына береміз дейді да, ол кезде біздің жүрегіміз кірлемеген еді, жүрегіміз таза еді ол кезде дейді. Қазір бізде бәрі болуы мүмкін, бірақ бір сол кездегі жүрегіміздің тазалығы бір сол кездерде ғана қалып кеткен сияқты болып көрінеді. Осымен мысалға әлі күнге білесіздер ма? Денди бар ғой, Сега. Соны сатып алып, кәдімгі OLX-та бар екен ол. Мен сатып алып бір ойнағым келеді да соны. Өйткені біздің заманымызда сол өте бір таңсық, бір 95-тен кейінгі кездер ғой енді бір. Осыдан бір 30 жыл болып кетті ма сонда. Енді бір солар біздің ауылға келіп, балалар әлеуде бір үйде бар, соған ойнағымыз кеп барып, ол бермей, о бала бәлсініп деген сияқты сөйтіп. Қолымыз жетпей сөйтіп неттік қой. Енді қазір ойнағым келген сияқты мен балама қазір бір телефон ойнап жүріп жатса, болмаса бір әлде бір ойын ойнап жатса, бір ойнашы деймін да балам. Бір қадағалаймын, ол бір сағаттан көп көттесін, или жарты сағаттан көп көзін ауыр қалмасын деген қадағалаймын, бірақ бір алаңсыз ойнасыншы осы деген бір рұқсаттар беремін да. Неге? Ертең мен сияқты бір жасы 35 асқаннан кейін ойын ойнап жүрмесінші. Өйткені бір бала деген бір бала болғаннан кейін өзі қызығып тұрған нәрсеге қанып өсуі сияқты керек сияқты болып көрінеді маған. Ол қазір бала болып ойнамаса, ертең ол ересек болған кезде ол балалық қылығын бір қайталап, сол қанбай қалғанын істеп жүретін сияқты да. Қазір анау лудомания, болмаса бір казино ойнап кетті, автомат ойнап кетіпті дегендердің түбі бір сол жақта жатқан шығар деп ойлаймын мен. Ойынға, бір азартқа, бәрібір оның ішінде бір жаңағы жеңіс, бір нәрселерді атып құлату, жаңағы мерген, танк деген сияқты бірдеңкелер бар ғой, бір азарт беретін бірдеңкелер бар ғой. Сол нәрселерге бәлкім бір қанып өскені де дұрыс шығар деп ойлаймын да мен. Өзі қазақтың сөзінде де ойын баласы деп айтады ғой. Ойынға қанығып өсу үшін сол өзі бір 10 жасқа дейін кезеңде ойын баласы, 10-12-ге дейін тіпті ойын баласы деп айтады деп түсіндіреді ғой. Ойнай берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Біздің атамыз, жаңағы айтып отырған Әбдіғаппар атамыз, жаңағы бухгалтер болды. Өте рациональный адам болды, бір қатты кедей адам болған жоқ. Сол 90-шы жылдардың өзінде бір асып тасыған болмаса да, жаңа айтып отырмын ғой, бір жоғары сыныпқа барған кезде ғана барып маған велосипед әперді мысалы. Велосипедім болған жоқ менің. Ол енді бір мен бір атамды жазғырайын деп отқан жоқпын, бірақ көп уақытым сол сабағымызды қатты қадағалады. Мысалға апамның өзінің бір қанша 3 класстық білімі бар ма екен, сондай болды. Алла рахмет етсін ол кісіге. 2016 жыл өмірден өтіп кетті. Біздің сабағымызды қатты қадағалайтын. Сабаққа мысалға мен апам кеп алатын. Ол кісі жаңағы атамыз бухгалтер болған, атамыздың ақшасы бар. Байдың кемпірі деген сияқты мектеп директорларына дейін ол кісіге ештеңке дей алмайтын. Мектеп мұғалімдерінің өзі біраз қарыз болды ма екен сол кісіге. Сөйтетінде сабаққа кіріп алып, ол кісі артқы партада менің классыма келіп отырып алатын, және апайларға айтатын, мен баламнан сұрақ осы деп. Сосын енді апаң және ол кісі қашан келетіндігін, қай сабаққа келетіндігін айтпайтын болғандықтан, амал жоқ, сол күніне 6 сабақ болса, 6 сабаққа да дайындалып бару керек болатын да маған. Білмеймін, бір енді ешкім қазір сөйтіп барып жүрген жоқ шығар. Мысалы мен өзім сөйтіп бармаймын. Бірақ бір сабақ оқуыма деген бір жаңағы мотивация дейміз бе екен, апамның қазір сабаққа келіп алуы мүмкін. Және менің сабағымды, менің оқымай келгенімді біліп қалуы мүмкін деген нәрсе маған сабақты оқуға мәжбүрлейтін. Мені бірақ атам да, апам да ешқашан бір қолын тигізіп ұрып көрген емес. Бетімнен көп тіпті бір жекіп көрген кезі, айғайлап зіркілдеген кезі есімде жоқ, бірақ бір әйтеуір сәл қабағы жаңағы салқын тартқанның өзі маған бір ауыр болатын. Өзі бір кейде біз баламызға шынымен осы кездері ойланамын да, бір зіркілдеп бірдеңені түсіндіргіміз келеді. Оған зіркілдеу керек емес болуы мүмкін, кей балалардың бір терісі жұқа болуы мүмкін де енді. Оған жай ғана бүгін бүйтіпсің ғой дегеннің өзі ауыр тиюі мүмкін. Жаңағы арық атқа қамшы ауыр деген сөз бар ғой қазақта. Шынымен ары оған қамшының өзі ауыр болуы мүмкін. Сондықтан кейде баламызға жай ғана айтты ескертпеміздің өзі ауыр тиюі мүмкін. Біз оған зіркілдеп ұрсып, жаңағы кейінгі поколение қиын деп өзіңізді айтып жатсыз ғой. Сондықтан бір өзі балаңыз қандай, соған сай подход
менің де атам мен әжем солай жасаған шығар деп ойлаймын да. Маған ұрысса бәлкім мен оны көтере алмас па едім. Мен де бәлкім бір суицид жасаймын деген сияқты, қожа сияқты арықтан секіріп өлемін деген сияқты. Мен де бір жүгіріп кетуім мүмкін бе еді. Жаңағы велосипедті ұзақ армандадың ба? Ой болды ма сондай велосипед мінуім керек еді деген, әлде ол бір жоқ, бір айналамдағы класстас балаларымның бәрінде велосипед болды да, енді бір 7-8 класстан ба екен, көрші баламызда болды деген сияқты. Көршілердің велосипедін теуіп жүрдің ғой? Иә, солармен жағаласып мініп жүремін, жаңағы жылқымыз болады, соған барып келуге, жаяу бару деген сияқты. Бірақ ол велосипедті өз бір әр баламыз ғой, енді бір жарты айдан кейін бе екен қызығы бітті. Сонымен жоғары сыныпқа келіп қалдық. Менің атамның 1982 жылғы Москвадан өз айдап келген қара көк Жигули болды. 82 жылғы, бірақ бір өте жағдайы өте тамаша болды Жигули болғанымен. Сол жоғары сынып жігіт болып қалдық, мұртымыз тебіндеп өсіп шығып қалды деген сияқты. Мен велосипедті көп теппедім дағыны, машинаға ауысып кеттім өзі содан кейін. Сол әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағыны, сол бір мені бір жалғыз бала деп қатты еркелетті. Сонымен өзімен бір жоғары сыныптарда уже сол машинамен жүретін бір әдет таптым өзі. Сонымен қатты бір бетімнен қақпады. Бұл енді бір құрсын балаларыңызға үлгі қылып ұсынып отқан жоқпын бұл нәрсені. Анау енді ауыл ғой біздікі енді. Велосипед сұрап отқаным жалпы ана бір алып берген сыйлыққа қуану тұрғысында қалай болады деген ғой, сол бір эмоциялар. Әлі ұмытпай айтып отырғаныма қарағанда эмоция күшті болған болу керек қой. Мысалы аудан орталығы біздің ауылымыздан бір 20 километрден асатын шығар деп ойлаймын. Мен соны қыста алып берді еще. Бізде мақта терім деген болады. Күзде мақта теріп бітеміз дағыны, сол қысқа таман ақшасы қолға тиеді. Сол ақша қолға тиген кезде әперіп тұр ғой маған, бір ноябрьдің соңы ма екен, күн суық болатын. Сол велосипедті мен енді Мырзакенттен айдап қайттым ғой, сол бір 20-25 километр. Суыққа, енді біз жақта бір қатты бір қақаған арқаның аязы емес қой, бірақ бір плюс 1 шығар, плюс 2 шығар. Соған қарамай сол бір бір тақымыма тиді-ау дегендей қатты қуанған болып тұрмын ғой. Оны сұрап жатқаным, соңғы педагогтар да зерттеушілер айтады ғой, мына қазір балалар дофамин көп, әлеуметтік желі бар, қуаныштар тез пайда болады, тез жоқ болып кетеді дегендей. Бір сыйлық сыйласаң, оның бір құнын қатты біле бермейді да. Қуанбайды қысқасы былайша айтқан кезде. Жаңағы айтқан сияқты кішкентай балмұздақ алып берсе де бір қуанасың, паркке апарып қыдыртса да қуанасың деген сияқты бір уақыттар болды ғой енді. Сол сияқты мына қазіргі буында егер мысалы балаларың қуанса бір нәрсе алып берген кезде, бір нәрсеге қол жетсе, яғни бір қалыпты отбасында жағдай бар деген сөзді білдіреді деген бір. Қуанса ма? Иә, қуанса, өйткені ол бір анандай немес. Яғни оны бір жасанды бір нәрселермен дофаминін арттырып, қуаныш гормондарын күшейтіп тастамаған әлі де бар. Немесе бір қолдан әпермей әдейі қинап дейсіз ғой, ол бір жаңағы әпере алатын болсаң да. Енді білмеймін, енді оған қатысты шынымен енді қазіргі балаларымызда бір баршылықта өмір сүріп жатқаны бәріміз бүкіл Қазақстанда солай шығар деп ойлаймын. Енді иә, біреу ілгері, біреу кейін шығар, бірақ біздің кезімізде мысалы жаңа сіз айтып отқан балмұздақты табу қиын болатын. Қазір балмұздақ дегеннен оңай нәрсе жоқ қой. Немесе осы күні бір балалар алманы осы доп теуіп ойнап жүр. Біздің кезімізде алманы жаңа жылға, жаңа Аяз атаның қоржынына қосатын мандарин екеуінше. Сол кездері бірақ жейтінбіз. Қазір алма деген шіріп жатыр ғой мысалға. Ол жерде мандарин шығар, маңыздысы. Жоқ, алма да болмады біз жақта, шыны керек. Біз жақ енді тым сәл қиыр жеткізу қиын болды ма екен, ол мандарин енді ол бір алмаспай ма неде? Болады, бірақ енді ол бір таңсық болатын, тегі бір тәтті алма. Біз жақта бір сәл әшілеу бола ма екен, алмалар әйтеуір солай болатын. Сосын енді бір жағы менде мынандай ой бар да, өзі қазір ата бабамыз андай болған, бұрынғы әйелдер мынандай болған деген сияқты, өз бір қыз келіншектерді мысалға бір бұрынғы заманға бір қуып беру бір бар ғой. Сен осыған да риза бол, сен мынаған да риза бол деп. Иә, ол бір шүкіршілік, қанағат деген адам бойында болу керек, жақсы қасиеттер ғой. Бірақ ол ата бабамыз сондай бір нәрселерге риза болып өмір сүрген болса, мысалға бір киіз үйдің ішінде өмір сүрген болса дейікші, ол бүкіл әлем сондай еді. Ол Қазақстан ғана емес, жалпы бір осы бір біздің Азия материгі шамалас солай еді. Бізден тіпті төмен болмаса. Қазір енді ондай емес қой. Сен баяғыда бір ағамыз айтқандай, жаңағы тефаль бар кезде сен давай самаурын құй деп отырмайсың. Болмаса самолет бар кезде енді сен жаңағы пәуескемен жолға шықпайсың.
болмаса бір көгершіннің қанатына хат байлап отырмайсың WhatsApp бар кезде деген сияқты бүкіл әлем түрленіп өскен кезде, дамыған кезде, бүкіл қазынасын жер бетіне шығарған кезде сен қазіргі дүниелерді әйелің болмаса бала шағаң көзімен көріп тұрған кезде сен оған емес бұрынғы кездегі риза бол деп айта беру де бір түрлі сияқты да. Ол бұрын бір заттардың лимиті болатын болса, ол сол замандар еді. Ал қазір ол лимиттің заманы емес қой, барлығын көзі норманың дәуірі дейді ғой қазір. Көзі көріп тұр барлығын, өзі бүкіл брендте, срендте кез келген нәрсе міне көз алдыңызда сусылдап тұр. Сол кезде көзімен көріп тұрған адамға сен бұны жемейсің, сен баяғы мынаны істе деген бір білмеймін, сәл менің ойлауыма сәл келіңкіремейді да логикаға. Сондықтан балаға да қатысты жоқ сен енді мынандай бола бер дегенде бір абайлап айту керек шығар. Өйткені балаңыз, қазіргі балалар осы мына ұялы телефон, смартфонның арқасында бізден көп ақпарат білетін сияқты болып көрінеді. Біз баяғы әлі сол енді нені біліп жүрсек, балаларымыз TikTok арқылы көптеген ақпараттарға, игіліктерге қол жеткізіп жатқан сияқты. Сосын бар ғой, осы бір TikTok-қа қатысты бірдеңе айта салайыншы. Осы біздің қазақта бір TikTok дегенге қатысты сол жерде қыздар билеп жүр деген ғана бір понятие бар екен. Сосын түсіндім. Сіз өзіңіз просто билеп жүрген қыздарды көргенсіз дағыны билеп жүрген қыздарға лайк басқасыз. Содан кейін TikTok-тың алгоритмі сізге билеп тұрған, бұраңдап тұрған қыздар ұсына береді. Мысалы мен TikTok-қа тіркелген, мен бір TikTok жарнамалайын деп отырған жоқпын. Маған пайдалы, мен сондай лайк басқан шығармын деп ойлаймын, бір сериалдардың үзіндісін береді. Болмаса кеше ғана өткен бір футболдың матчтарының нелерін береді, немесе бір мотивационный біреулердің лекцияларын ұсынып жатады, немесе бір молданың уағызы шығып жатады маған өзінен өзі. Яғни мен неге қызықтым, неге бір өзім коммент қалдырдым, немесе лайк бастым, TikTok соны маған ұсынып беріп жатыр да. Егер біз TikTok-ты арбаңдаған қыздар ғана деп біліп көріп жүрген болсақ, өзіміздің көріп жүрген контентіміз негізі сол, оны өзіміз мойындайық, жариялап айтудың керегі жоқ шығар. Соған сай оны айтып отырған себебім, баламыздың да смартфонын ашайықтағыны бір рет өткізіп қарайық. Өзі не көріп жүргені, не қарап жүргені мәлім болады. Содан кейін не оған ескертейік, сен сәл көретініңді өзгерт деп. Немесе басқа көретін нәрсені ұсынайық. Әлеуметтік желінің өз алгоритмі. Өзіміз жаңағыдай өз әкелерден бір байқаған бір нәрсе біздің поколенияда әсіресе өзі жете алмаған, өзі істемейтін нәрселерді балаларынан талап етеді. Көп кездестім мен осыған. Сен ондай видеоны көрме, неғып интернетте отырсың деп ұрсып алады дағын, ана бөлмеге барып өзі телефон шұқылап атады. Сенің ол айтқан сөзіңнен не пәтуа, не пайда бар? Өзің бір секундтан кейін телефон шұқылап ататын болсаң, немесе сол TikTok-тағы пайдасыз контентті өзің көріп отыратын болсаң. Әлгі аузының пәтуасы жоқ деген сөз болатын біз жақта. Сол аузының пәтуасы жоқ деген негізі осы қазіргі біздерге айтылған ау деймін. Аузымызбен ақылды сөзді айтып аламыз баламызға, бірақ оны істемейміз да. Әлгі балаң тәрбиелеме, бәрібір балаң өзіңе ұқсайды деген осы біз сияқты әкелерге айтылған. Солай қала берейік па сонда? Енді өзі демократия заманында қала бергіңіз келсе, қала беріңіз, өзгергіңіз келсе, өзгеріңіз. Мен мысалы мына кітабымның алғы сөзінде былай деп жаздым да өзіме. Енді кітапқа бұрылайық. Былай деп айттым да, өзгергіңіз келсе, бір пайдалы мәлімет алғыңыз келсе, оқыңыз. Оқымаймын мен, осы күніме де ризамын, мен осындай адаммын десеңіз, оқымай-ақ қойыңыз. Не аласыз соны? Сатып алмай-ақ та қойыңыз. Ол кітап болғаннан кейін, сатып алып қойған болса, оны макулатураға өткізіп жіберсін, оқымайтын болса. Шын айтамын, өйткені ол пайдасыз да, ол оқылмаған кітап пайдасыз. Ол оқылған кезде ғана пайда береді. Бізде өзі Құранның өзін жаңағы қабыр неге іліп қояды, дуалға іліп қояды, қасиетті зат қылып. Қасиетті, бірақ ол оқылған кезде оның қасиеті басымда. Ол тұрған кезде жай әшейін қатты қағазбен мұқаба. Сол сияқты, мен кітабым Құран емес, Құдай сақтасын, бірақ ол оқыған кезде бұның ішінде пайдалы бір нәрсе бар ау, өмірімді өзгертемін ау, бір пайдалы инструмент алуға тырысайын ау деген бір оң көзбен қараған кезде ғана ол пайда береді. Егер қате іздеп, проблема іздеп көрсең, ол проблемаң содан табасың. Бұл әңгіме қайдан шықты? Бала тәрбиесінен шықты ғой. Баламызды тәрбиелегіміз келсе, бірінші шынымен өзімізді тәрбиелеуден бастау керек деп айтамын да үнемі жігіттерге. Енді өзіңді жаңа айттық қой, енді мына 2006-2007-ден бастап білеміз, Казгудағы оқудан бастап, кейін Хабар болсын, шығармашылық орта болсын, Алматы, Астана деген сияқты. Сол соңғы уақыттардағы сен жеке бір мысалы енді жалпы айту ол үнемі жеңіл ғой. Бірақ жеке жағдайда өзгерістер,
жақсырақ байқалады. Көбінде айтады ғой енді өзіңді кіммен салыстырасың дегенде өзіңді кешегі өзіңмен салыстырып содан даму көріне ме көрінбей ме, өйткені басқа біреумен салыстырсаң я ол артта, я ол алда, я оның жылдамдығы басқаша деген сияқты бұл салыстыру саған пайда бермейді. Сен өзіңді өзіңмен салыстырсаң сонда прогрессті көресің деген сияқты. Енді сырттай қарағанда мысалы сенен мысалы жақсы прогресстерді байқаймын. Енді студент кезден бастап білемін. Я польщен. Осы нәрсеге қалай жеттің? Кім көмектесті? Не, қандай әдебиет немесе бір тренинг, семинар, білмеймін. Енді оған бір ғана фактор емес шығар деп ойлаймын. Кішкене оқырманға түсінікті болу үшін айтайын ба? Мысалы ашық әңгіме ғой, 2006-2007-лерде сенің образыңды көрген кезде бір жалқаулық басым сияқты, немесе бір шыдамдылық жоқ сияқты, немесе бір іс соңына дейін жетпей қала беретін сияқты бір дүниелер көрінеді. Кейінгі бір айталық 4-5 жылдықтағы өзгерісте қарасам, мысалы сенің мақсатың айқын, нақты бір үлкен межелерге жету үшін кішкентай қадамдар жаймен жасалып жатыр. Соның нәтижесі ғой мынау. Әйтпесе бұл кітап бір күнде жазылған жоқ негізінде. Кітап жаңағы айтқан сияқты бұл публицистикалық шығарма ғой дегеннің өзінде ол кәдімгі бір тиянақты отырып жазу керек дүниені талап етеді. Қалай дегенменде. Яғни бір осындай өзгерістердің бір толқыны сырттан қарағанда маған мысалы көрінеді. Сонда бұған не әсер етті деген ғой. Жоқ, шынында ол сіз өте жақсы байқаған сияқтысыз. Өзі мына білім деген нәрсе, менің бір көзім жеткен нәрсе, бұл енді тақырыптан сәл ауытқып кеткен болуы мүмкін. Ол өзі бір адамға тәкаппарлық қоса әкелетін нәрсе екен да негізі. Біз егер сіздер көз алдарыңызда бір өте көп кітап оқыған немесе бір көп білімді кісіден бір нәрсе байқасаңыздар, оның білімі оған әлі бір тек миында ақпарат ретінде біледі, бірақ жүрегіне сіңбеген, өн бойына қонбаған адам деп білсеңіздер болады деп ойлаймын да өзім. Өйткені білім бірінші келген кезде көп ақпараттық база адамға мен елден көбірек білем ғой, мыналар осында білмей ма деген сияқты бір тәкаппарлықтың бір шаңын қоса келеді негізі. Мүмкін мен 2006-2007 жылдарда менен сондай нәрселер байқалса, ол содан ба деп қазір ойлап отырмын. Оның үстіне мен 2006-2007 жылдары сол заманның меркасымен жақсы ақша таптым, жақсы айлық алдым. Жас Қазақ деген газетте жұмыс істедім, енді айлығымды айтпай-ақ қояйын, бірақ студенттер, менің курстастарым 10 мың теңге ма стипендия алып жүрген кезде мен олардан 10 есе көп ақша алатын едім былайша айтқанда. Және 2005-2006 жылдары, 2007 жылдары өзім екінші курстың студенті бола тұра үлкен орталарға түсіп кеттім бірден. Сол газеттегі ағалар болсын, үлкен жазушы кісілер болсын, өнердегі жігіттер болсын, сол заманның ең атақты кісілері, о заманда газет оқылады, бай кісілермен дастархандас боламыз, ресторандарда отырамыз деген сияқты. Бәлкім 2006 жылы мен 20 адаммын ғой былайша айтқанда. Бәлкім менде сондай бір әлгі звездный болезнь деген сияқты, қазір өзіміз әншілерді сынағанда құмармыз ғой. Бәлкім менің басымнан да сондай бір кезеңдер өткен шығар деп ойлаймын, бірақ мен өзіме қатты байқалған жоқ ол нәрсе. Ал енді өзгерген кезде, енді бірінші кезекте бәрібір адам, өзі жігіт адам 40-қа жетпей өзгермесе қасірет пе? Бір қазақта өзі сондай сөз бар ғой, 40-қа дейін өзгермесе қасірет па? Я, сондай бір сөз бар. Сол сияқты біздің жасымызда міне 1-2 жылдан кейін 40-қа уже кеп қалды ғой. Шынымен ұл қызымыз өсіп жатыр, артымызға қараймыз, алдымызға қараймыз. Сен өзі бір қазір өзгермесең, ертең поздно болатындығын бәрібір ақылмен түсініп қалады екенсің. Сол кезде, және осыны баяғыда да айтатын осыны жігіттер, сен үнемі үздіксіз дамып отырмасаң, ізденіп отырмасаң, ескіріп қаласың дегенді бұрында айтатын. Соны қазір өзіміздің басымыздан көріп отырмыз да, бір ағаларымыз, кейде бір көкелеріміз 60 жастағы сөйлеп жатқан кезде кәдімгідей бір ескіріп қалғандығын сеземді мен. Бұл дәуірдің бір несін білмей қалады. Бұл дәуірдің бір кнопкаларын білмей қала ма, бұл дәуірдің жүрегінің проблемасын білмей қала ма, дәл түспейді әңгімелер. Біздің кезімізде деген бір ностальгия айта бастайды. Ол 90-шы жылдардың әңгімесі мен ол 2020 жылдардың әңгімесі мүлдем бөлек қой. Сол сияқты
бәлкім ескіріп қалудан бәлкім қорқа бастаған шығармын. Жаңағы бала шағаның тәрбиесі, мойныңдағы аманаттар қартайып бара жатқандығың және ешкімге керексіз болып қалудан қорқу деген сияқты әртүрлі нәрселер адамға мотивация беретін сияқты. Сол өзі бір адамға өзгерістер алып келетін сияқты. Әрі ол жаңағы сіз айтып отырған кезеңдерде жай бір журналист едім, бойдақ едім, әйелім жоқ еді, балам жоқ еді, олардың тәрбиесімен айналысу деген проблема жоқ еді. Уақыт өте келе балаң ер жете бастағанда, қызың бой жете бастаған кезде оларға басқаша подход жасау керек екендігін түсінеді екенсің. Баяғыдай бір чупа-чупс әперіп немесе бір сникерс әперіп алдап қоя салу, кукламен құтыламайтынын түсінеді екенсің. Олармен қазіргі балалар жаңағы айтып отқандай бүкіл ақпаратты игеріп отырған кезде олармен тең дәрежеде солардың түсінетін тілінде сөйлеспесең, өзіңді де бір баяғының бір чучеласы сияқты көріп қалатындығын ұғып қалады екенсің. Сол нәрселер адамға трансформация беретін шығар деп ойлаймын да. Мен білмеймін. Мен мысалға мына кітапты жазғандағы бір мақсатым да сол болды да, жігіттерге пайдалы болу. Бізде қазір әлгі бір ескі мен жаңаның тартысы, өлім мен тірінің айтысы деген сияқты бір ескі кезеңдер мен жаңа поколенияның арасындағы бәсеке демейікші, не деп айтса болады, бұны бір түсініспеушілік жүріп жатқан сияқты көрінеді да маған. Өйткені ескі кезеңдегі совет заманының көзін көрген, ескі кәрі шалдардан тәрбиелей алған поколение бар. Одан кейінгі совет одағының кәдімгі қызыл саясатын көрген поколениясы бар. 90-шы жылдардағы аладоп арқалаған кездегі поколение мен мына поколение X пе, Y пе, мына 2000-нан кейінгі ештеңені түсінбейтін TikTok поколение деген сияқты келе жатыр. Бір-бірін түсінуі қиын поколениелер келе жатыр да. Сондықтан мына үйленіп, болмаса мамандық таңдап, жарымен түсінісе алмай, әртүрлі проблемаларға кезігіп, жаңа шақшадай бас, шарадай болып жүрген деген сияқты жігіттерге дұрыс коммуницировать етудің өзін бір інілеріме түсіндіргім келді. Бір жасым 40-қа жақындады, мен енді бірдеңе айта алатын шығармын, осы айтуға құқым бар шығар. Пайғамбарға да 40 жасында пайғамбарлық келген ғой деген сияқты. 40 жас өзі бір ақыл айтуға бір құқық беретін жас сияқты ғой. Лайық жас па, 40 жас. Лайық жас сияқты ғой. Сол ойларыммен бір инструмент болсын, бір не болсын, пайдалы бір жол картасы сияқты болсын деп кітапты жазып шыққандағы мақсат, бір мақсатым да шынымен сол. Өйткені менің өзіме мысалға айтатын адам енді болмады демекші, бірақ жоқтың қасы болды. Өйткені мысалға біз өткенде бір рилста да айтып жатырмын, біз әйелімізбен енді үйленген кезде көп ұрыстық, көп конфликт болды. Өйткені ол өзінің көрген моделін, өзінің қара шаңырағында алып кеп, ол кеп отыр. Мен жетсайский моделімді алып кеп, мен отырмын. Екеуміз де бір үйдің еркесі, екеуміз де жаңағы қызыл диплом алған адам деген сияқты отырмыз да. Ал осыны бір түсіндіріп беретін, сен былай, сен анау деген сияқты түсіндіріп беретін адам болмады. Ол әйеліңмен бір ересек адамша сөйлес, екеуің проблеманы талқылама, проблеманың шешу жолын талқыла деген сияқты кәдімгі үйрететін адамдар бізге жоқ болды десем де болатын шығар. Енді ол бір ұрыспаңдар деген адам көп болған шығар, бірақ қалай ұрыспаймыз, қалай ұрысуды доғарамыз, қалай бақытты боламыз дегенге. Бұл аманат қой деп айтқан інілер де бар десе. Бұл аманат қой деген айтқан інілер де бар, енді есінде болса. Бір інілеріме бір жанашырлық 40 жастың биігінен жазылған кітап қой. Трансформацияға бір жағы осы жаңа кітап арқылы өтіп жатқаным ғой менің. Шынымен жаңағы жасың 30-дан кейін, жасың өзі бір 30-дан асқаннан кейін жаңағы 40 жасқа жетпей өзгеру керек деген неге шариғатта да бар екен, оказывается. Көп нәрсені бір басқаша қарай бастайды екенсің да. 30 жаста мысалға жаңа айтып жатырмыз ғой футбол туралы, осының алдын әңгімелескенбіз. Мен бір кісідей футбол ойнаған адаммын. 30 жастан кейін ақылың айтып тұр. Қазір бір алдап өтіп кетемін, финт жасаймын деген сияқты бір ойлап тұрасың, денең бағынбайды уже. Денең істемейді, ақылың айтқанды денең істемейді 30-дан кейін. Сен бір 35-тесің, бірақ ақылың сені әлі бір 25-тегі сияқты алдай береді екен да, бірақ ағзаң ескіріп кеткен. Оны айтып жатқан себебім осындай бір ойлар келген кезде шынымен бір жігіт адам бір денсаулығына да қарап қою керек сияқты бір ойлар келе бастайды. Сен мысалға мен осы былтыр бір чекап өттім, бұл алдыңғы жылдары. Әйелім барып алған ғой. Күйеуіңіз 50-де ма деп айтады дейді да. Мен жаңағы данныйларыма сол кездері бір әртүрлі депрессия, анау мына нәрселерде жүріп, шынымен қанымның нәрселері бұзылып кеткен ба әйтеуір.
күйеуіңіз 50-де ма деп айтады дейді, жаңағы менің данныйларыма қарап. Сол сияқты біз білмей жүрген болуымыз мүмкін, өзімізді жас деп ойлап жүрген болуымыз мүмкін, бірақ ағзамыздың физический жасы 50-60-қа кетіп қалған болуы мүмкін. Білмеймін, осы сияқты бір әртүрлі факторлар әсер еткен кезде адам өзі мен не істеп жүрмін өзі деген сияқты бір ойға келеді екен. Анау бұрынғы ақын жазушылар болсын, шығармашылықтың өкілдері, өткен жолы оқыдым ба мен пәленше деген мақаламда жазып едім ғой деп айтатын еді ғой бұрын. Сол сияқты сен өткен жолы рилсымда айтып едім ғой деп айтып жатсың ғой, қазіргі заман көрген адамдар болса тетігі рилсқа сүйеніп бір жүйелі айталық, бұл дүниелердің барлығы былайша айтқан кезде тек қана бір теориядан келген нәрсе емес. Өзің жаңа айттың ғой енді бастапқы өмірдің сатысында екі модельдің қиылыспауы болды деген сияқты үйленген сәтте. Сол сияқты бұл бір өмірлік тәжірибелермен келген 15 жыл, 15 жыл болды ғой. Үйленгенімізге 15 жыл болды. 15 жылдың ішіндегі тәжірибелер де бар ғой. Мысалы, міндетті түрде. Тек қана кітап емес, жалпы осы жаңағы әлеуметтік желілер шығып айтып жүрген кеңестерің, хикаяларың, бұлардың барлығы бір өмірден алған. Енді менің мысалы жаңа журналист болдыңыз деп отырсыз ғой, менің журналистік кәсібімнің өзі маған көп көмегін тигізді. Мысалы мен хабар телеарнасында жүргенде, Рахат есіңде болса, мен бір Қазақстанда жасалған деген бағдарламада бір жүргізуші болдым. Бір 2 жылдай жұмыс істедім сол бағдарламада. Қазақстанның бүкіл мен бармаған ауылы, ауданы жоқ шығар, және заводтар туралы еді, ол Қазақстанда жасалған өнімдер туралы. Маған сол бағдарлама негізі ұнамайтын. Бірақ бір айлығы жақсы еді деген сияқты бір жүретінбізді. Осы бір сол бағдарлама жабылған кезде, Серік Абашшақ сол бағдарламаны жауып тастаған кезде мен тегі қылшығым қисайған жоқ, қуандым ғой деймін сол передача жабылып қалғанда. Енді былай қарасаң бір тупизм ғой, сенің айлығың қысқаруы мүмкін ғой. Бірақ кейін жылдар өте келе қарағанда сол бағдарламаның менің өмір жолыма осы күнге Құдай мені дайындады деген сияқты өте пайдалы болғандығына көзім қайта-қайта жетеді. Өйткені мен бармаған ауыл жоқ, мен бармаған аудан жоқ. Және жай ғана бір сыртынан өтіп кеткен жоқпын. Сол ауылдың заводында болдым. Тиісінше сол ауылды асырап отқан жігіттермен араластым. Сол жігіттердің үйінде қонақта болдым. Шай іштім, үйінің проблемасы, жүрек қалтарысында не проблема бар, бұларды не алаңдатады, өз семейный не мәселе бар екенін ішінен көрген кезде сенде бір кәдімгі тұтас бір Павлодарда не болып жатыр, Шымкентте не болып жатыр, Қызылорданың ар жағында күріш сауып отырғандай деген сияқты сен бірдеңкелерді айта аласың да, ол жердің адамдарының табиғатын да бір білесің да примерно. Маған осы нәрсе бір өте пайдалы болды. Және содан кейін мен Асыл Арна деген каналда бір басшылық қызмет жасадым. Кейіннен Тәлім ТВ болып өзгерді, ол шариғи діни канал болатын. Өзі мені Мұхамеджан ағамыз шақырған кездегі мақсат өзі бір отбасылық арна жасашы осыны. Бір трансформациясы отбасылық канал болсыншы деп мен сол мақсатта шақырды. Бір 6,5-7 жылға жуық сол каналда ағамыздың орынбасары болып жұмыс істедім. Сол отбасылық арна жасаймын деп жүріп мен көп багаж жинадым, көп мәлімет жинадым, көп проблемалардың шешу жолдарын көрдім деген сияқты, талай адамдардың отбасындағы кикілжіңдерін тыңдап көрдім деген сияқты, оның түбі қаяқтан шығып жататындығын біліп бір кәдімгі бір өмірлік үлкен білімдерді кәдімгі көзіммен көріп, жай кітаптан оқып емес, бір қолыммен ұстап жинаған сияқтымын да. Жаңағы осы ойдан шығатын ойды ой түрдет дегендей. Расында мысалы өмірде әртүрлі бір кезеңдер болады да, бір салада жүресің де мүлде басқа салаға ауысып кетесің. Немесе сол салада жүресің, бірақ бір жерде тұрақтап қалдың ұзақ уақыт. Әртүрлі бір ситуация болады. Бірақ кейін қарасаң, сен бір қалай да сол өмірлік тәжірибені алуың керек болған, ол нәрсе сені болашақтағы бір болатын дүниеге бір дайындық сияқты. Сол жерде шыдап берсең, немесе бір былайша айтқан кезде қатты бір уайымдамай, немесе неге былай болып кетті, неге мына жерге көп қалып кеттім, немесе тез өзгеріп кеттім деген сияқты болмай. Оны өзім өмірімде де байқаймын да, мысалы мен мысалы айталық, спорт саласында жұмыс істеймін деген ойым мүлде болған емес. Бірақ ол жерде жұмыс істеген кезде менің медиадағы бір тәжірибелерім өте күшті көмектесті. Кейін ол қызметтен мемлекеттік қызметке ауысқанда менің жаңағы багаж деген сияқты көрген білген дүнием, жаңағы кеңірек қарау, аймақтардың тура жаңа сен өзің айтқан сияқты аймақтардың бір өзіндік ерекшеліктері, оның ішінде мысалы спортшылардың өмірі, олармен тіл табысу деген сияқты дүниені көрген кезде сен көп нәрсеге бір басқаша қарайсың. Және тек қана кабинетте отыратын адамдар болады да, тек қана бір жерде өскен. Олардың өзінің бір артықшылықтары бар.
ол ұзақ тәжірибе бар. Оның бір сен білмейтін, сен әзір игере алмайтын бір артықшылықтар бар. Сенің де артықшылығың бар да. Яғни былайша айтқан кезде бір осы жерде бір жаңағы оқырманға, тыңдарманға, көрерменге айтатын дүние ғой, әсіресе жас буынға. Өркеннің де мысалы бар да, мысалы ол ауылда есіктің алдында жүріп саяхаттадым деп айтады ғой, карта қарап отырып, қиялмен. Оның пайдасы кейін 15 жылдан кейін пайдалы болып тұр да. Бір қараған кезде оны адамдар мынау қызық па, бір түрлі ма деп айтқан болар да, мысалы сол кезде. Немесе ол уақытын күн астында өткізіп деген сияқты, былайша айтқан кезде босқа жұмсап отқан адам сияқты көрінеді. Әйтпесе ол кейін өмірінде бәрібір пайдалы болып тұр да. Кеше мен мына Меркі деген өңірде болдым. Меркіден бір 40 километр жерде Тәтті деген ауыл бар. Сол жерде бір жас бала мені таниды екен. Жас болғанда 20-дағы жігіт шығар. Сол сұрап жатыр да, енді қандай мамандық, анау мынау, қалай жақсы жігіт боламыз деген сияқты. Сол айтамын да, бір өзіңнің негізі Құдай берген бір призваниең бар негізі. Мен өз басым осыған сенемін. Әр адамның өзіне жеңілдетілген бір ісі бар негізі. Соны дәл тапсаң, өзіңе де пайдалы, қоғамға да бір олжалы азамат боласың. Бізде өзінің ісін дәл таппаған, сол дәл таппау арқылы шаршап, үйінің де берекесін алып, жұмысында да пайдасыз. Жаңа сіз айтпақшы, ұзақ бір орында отырып қалған, әйтеуір айлығы жақсы деген сияқты бір адамдар көп та негізі. Өзі кеше мен Шыңғыс Мұқан деген кісімен әңгімелестім, танитын да шығар, мазмұндама қорының директоры, кітап аударумен, шығарумен айналысады. Сол кісі айтып жатыр да, біздің нарықта маман тапшы. Бір қарасаң, мемлекет айтып отыр, жұмыс бар. Бірақ енді ол жұмысқа қояйық десек, адам жоқ. Бір 70%-дай ма бір жұмыс тапшылығы бар бізде дейді. Жұмыс тапшылығы болғанда жұмыс орны бар, бірақ маман жоқ. Мына жақтағы кісілер айтып отыр, жұмыс берсеңдерші біз жұмыс істейміз деп. Яғни бізде баяғы 90-шы жылдардағы бәріміз юрист болып бай боламыз деген сияқты бір өзінің орнын дәл таппаған адамдар біздің қоғамда көп сияқты болып көрінеді. Мысалға білмеймін, бір банальный болса да айтайық, ол жақсы тракторшы болуы мүмкін да негізі. Осы тракторшы десе бір адамдар мысқылдайды, біздің Жетісайда бір тракторшылардың табысы өте күшті негізі. Тракторшы болу дүниенің қоры емес, болмаса мал бағу дүниенің қоры емес. 500 мың теңгеге Астанадан жылқышы таппай жатыр қазір. Мықты жылқышы бір жігіттер болуы мүмкін да негізі. Бірақ ол жаңа қылқынып галстук тағып бір жерде бір аудандық әкімшілікте отырған болуы мүмкін да. 180 мың ба, 120 мың ба, қанша айлықтары. Ол жерде отырмау керек та ол негізі. Өзі мал сақ, малды жақсы көріп. Оған бір қоғамдық пікір мұрша бермейді. Ол бейшара TikTok-тан жылқыларды көріп жүрген болуы мүмкін да, армандап ше. Соған лайк басып. Ол әкімдігін тастап жылқышы болса, мына кісіге де өзінің отбасына да 500 мың алып деген сияқты пайда келтіреді. Сондықтан бала кезде жаңағы мамандық таңдаған кезде жаңағы сіз айтқан қоғамдық пікірдің құлы болып қалып кетпей, дәл таңдау керек та. Осы менің қолымнан келеді, мен жақсы көремін деп. Мысалы менен бір өткенде қыз сұрайды, мына кітапты қанша уақыт жаздыңыз деп. Енді бір ұзын ырғасы бір жылға созылып кеткен болуы мүмкін. Арасында мамам қайтыс болды, анау мынау деген сияқты. Бірақ мен бір жұмырлаған кезде мен бір 3 айым кетті да мына кітапқа. Және 3 ай қимылдамай жұмыс істегенде, енді сыққан кезде мен одан шаршаған жоқпын, мен одан ләззат алдым. Бір кайфовать етіп, кәдімгі рахаттанып отырып жаздым да. 3 ай кітап жазу менікі ғой сонда. Қимылдамай отыруды біреулер бір жындыма деуі мүмкін да. Ішіп кетпей ма деуі мүмкін, көз ауырып кетпей ма, компьютер теріп отқаны несі деген сияқты. Жоқ, мен одан шаршаған жоқпын, рахаттандым да. Мен мына кітабым енді сатылымға шығып жатыр. Менің миымда екінші бір кітабымның бір элементтері, этюдтары жүр да уже. Жазу менікі, просто түсінесіздер ме? Жазу менікі. Мен осыны істей аламын және ләззат аламын одан. Мен сіздерге бір қызық айтайын, осы қоймай, осы декабрьде мен бір бөдене шаруашылығын бастаймын деп, бөдене асырап көрдім. Біз жігіттермен жабылып бір мешіт салдық осы былтыр. Айтайын деген бол емес, сол мешіттің жанында бір көкеміз тұрады екен, қорасы бос екен, бір бөдене асырайтын таныстарым бар еді. Сол кісіге мен әңгімелесіп қалдық та, пайдасы күшін мен пайда бар екен одан. Бір жағы денсаулыққа да пайда бар деген сияқты. Мен бөдене асырап көрдім бір. Ол менікі емес екен да, 3 айдан кейін түсіндім да. Қанша рет бардың бөдене шаруашылығында? Оның басында күн сайын сен өзің жүруің керек, және сен бөденені жақсы көруің керек екен да, түсінесіз ба? Жаңағы ұстап, жаңағы осыны орыс апайлар негізі біледі ғой бірдеңкені, сиырларын сипап, ой, машинка, сиырмен сөйлесіп жүреді ғой біздің орыс кісілер ше. Біздің ауылда 1-2 орыс апа болды. Сол сияқты оны жақсы көріп, күн сайын барып, не болып жатыр, жемінің граммовкасы бәрін істесең,
шынымен олдан сен қыруар пайда табады екенсің. Менің жаңа көріп жүрген жігітім, танысым, шынымен ол бөденен жақсы көріп, таңертең ерте тұрып кетіп қалып, келмей, сол қорасын басында жүреді да. Мен енді бір сыртынан қарағамдағыны қазір енді бұны бір көкеме тапсырып қазір ақшаны табам деп отырмын да. Ол күнде басында жүрмегеннен кейін бірінші, екінші оны махаббатың болмағаннан кейін ол іс жүрмейді екен да. Сол сияқты ол өзіңді азаптап жұмыс істеп керек емес деп ойлаймын. Дәулет деген бір кәсіпкер жігіт бар. Осы 3-4 күн бұрын ғана кездесіп сөйлескенбіз. Ол мына жеміс-жидек саудасында өзі құрылыста жұмыс істеген, басқа да бизнестерде жұмыс істеген, мына әртүрлі дүкендерде жұмыс істеп көрген, менеджер болып көрген. Сосын сұраймын ғой, енді мына өте қиын бизнес дейді, жеміс-жидек саласы. 100 адам келсе осы бизнеске 90 кетіп қалады дейді, оны қалады. Сосын енді әңгіме болып жатыр, соңында сұраймын да, сонда не үшін сен жеміс-жидек жақсы көресің ба, бұл қалай келген, бұл бизнес неге ұнайды деп айтады да. Мен ұнайды, маған осы жерде процесс қойдым, қазір пайда тауып жатқан жоқпын, бірақ болашақта бір түбінде табыс табатыныма сенімдімін, бірақ ең бастысы өзіме ұнайды дейді. Неге бұл қаяқтан шықты бастау десем, балалықтан басталады екен. Кішкентай күнінде Алматыда тұрған, таудың етегінде деген сияқты жақсы жерде, ауласында жер үйде жеміс-жидектің бәрі өскен екен. Ата-әжесі, әке-шешесі деген сияқты. Алмада сол жерде, Шиеде, Құлпынайда бәрі сол жерде. Сол айтады, біз кішкентай күнімізде осы жеміс-жидектердің ешқайсысын базардан барып сата алмайтынбыз. Бәрін ауламызда жейтінбіз. Содан бір жақсы не қалып қойған дейді да, менде бір жақсы махаббат пайда қалып қойған. Және оны қалай тазалау керек, қалай күтіп баптау керек, бәрін жақсы білемін дейді. Қазір де мен бизнесіме, кәсібіме сондай сүйіншілікпен келемін дейді таңертең. Былай қарасаң, енді бұл жеміс-жидек қой енді. Қияр мына жерде, жаңғақ деген сияқты. Жуып жей бер деген сияқты ғой. Яғни ол жаңа өзіңдікі болу керек дегеннен. Жаңа Меркідегі Тәтті ауылындағы атын ұмытып қалдым, кеше ғана Аянбет, сол жігіттен шығып жатыр ғой. Ол қалай табады да ол өзің? Айтам да, сен оны бірінші жақсы көруің керек деймін да, ол нәрсені, өзің істеген келген нәрсені жақсы көруің керек. Екінші, оған өзі сұраныс бар ма? Сен жақсы көріп істейтін нәрсеге қоғамда сұраныс бар ма? Және саған табыс әкеле ма ол нәрсе? Бол, онда істе деймін де оған. Сен өзің жақсы көрмесең, ол бір табыс бар ма, жоқ па, ар жағына күмәніңді болсаң, істеме. Немесе жақсы көріп тұрсың, бірақ табыс бар екендігін біліп тұрсың, онда да істеме. Жаңа бөден асыраған мен сияқты ғой, табыс бар екенін біліп тұрмын, бірақ мен жақсы көріп тұрған жоқпын, ол жүрмейді да ол нәрсе. Адамның өзі бір ішінен шығу, өз жылымыңды дәл табу деген нәрсе осы ғой. Әлгі біздің ата-бабамызды мысалға келтіргенде осы бір бәле дейміз ғой, аузымыз көпіріп талай айтамыз. Негізі біздің ата-бабамыз қайсымыз малға бейімі бар, қайсының бір дипломатияға бейімі бар, қайсымыз батыршалыз, қайсымыз жын түсірей, қайсымыз қара шаңырақта қалуға ыңғайлы деген сияқты әкелеріміз, аталарымыз бір баласыларын, бір 4 баласы болса, жобалап, қарап байқаған екен ғой деп ойлаймын да қазір. Сөйтіп бір бөліп, еншісін беретін, еншісін беріп, жаңағы құдалыққа ертетін, құдалыққа ертіп деген сияқты дәл білген сияқты да. Сондықтан қазіргі әкелерде балалар, біз балаларымызбен бір әңгімелесіп те қатырмайды екенбіз ғой, қазір түсіндім. Таңертең кетеміз, кешке келеміз, жаңа WhatsApp-ына жазып қоямыз, немесе сабаққа барамыз. Оның ішінде не болып жатқанын өзі бір білмейді екенбіз ғой. Өзі бір балаңмен әңгімелессең, өзі бір біздің баламызға уақыт бөлуіміздің түрі жаңағы паркке барып келу. Онда да бір сиырларды бір өріске апарып келген сияқты паркке кіргізіп жібересің да, өзің көлеңкеде телефон шұқылап отырасың. Жоқ, олай емес. Аз уақыт болса да баламызбен әңгімелесіп, саз уақыт бөлетін болсақ, аз да болса саз, оның ішіндегісін білетін едік тағыны жайлап. Мысалға менің балам Мұхамеджан аты 6-да ғой. Қазір өзім сияқты оның интроверт екендігін, өзім сияқты бір өзіме қатты ұқсайтындығын көріп жатырмын да қазір. Енді мен оған жай нагрузка беруге тырысып жатырмын. Қорықпа, мынаны істе. Ештеңе алмайды, давай. Мынаны қыл. Менің өзімнің бір фобияларымды жеңуден қиналған кейін әрең өткен нәрселерімді, оказывается, қазір үйретіп жіберсем, ол жеңіл өтіп кетеді екен да негізі. Ол андай емес пе? Өзің бола алмағаннан кейін балаңнан. Жоқ. Менің ол мысалым кәдімгі өзің шыға алмаған жетістіктерге бұлдаш неғып жетпеді деп ренжіп, ашуланып, осақ адам болмады деп өзі ренжіп жүретін кісілерді көрдік қой. Ол туралы айтқан жоқпын. Мен бір тәрбиедегі бір олқылықтарының орнын жайлап толтырсақ, оның бойындағы әке ретінде байқап тұрған минустарды жай толтырсақ, және оның қолынан не келеді? Мысалға менің балам егінші болмауы мүмкін, қазірден ақ білемін, одан бір диқан шығуы қиын. Білмеймін, одан боксшы шығуы, спортшы шығуы, это вряд ли.
осы сияқты бір нәрселерді бір алып тастаған кезде өзі бір оның да бір мамандығының жылымы шығады да. Мысалы менің қазір 2 ұлым бар ғой, әйеліме айтамын да, осы үлкен Мұхамеджан осы бізбен қара шаңырақта қалады деймін да қазір. Айтпаса жасы 6-та оның, кішкентайым жасы 2-де ме? Кішкентай қалмайтын сияқты. Кішкентайдың қалмайтындығын ол қазір білемін да мен оны. Сондықтан өзі бір әкелер, әлгі бір әкелер институты, дәстүрлі тәрбие деп аузымызды айтқан айқара ашып айтамыз ғой. Ол осындай бір кішкентай бір мелочь детальдарды бір қойсақ, әлгі бір ауылда бір Қарлыға деген сынықшы апамыз болатын ше, бір уқалап отырып қай жеріміздің сынғанын деп бір дәл тауып, жай ғана бүйтіп шық еткізіп тартып қалады да, сырт еткізіп түсіретін. Әлі де өмірде бар шығар, көріп отырса ризамын апа сізге. Сол сияқты бір әкелер де бір баласымен әңгімелесіп отырып тапса, бұл баласының қолынан не келетіндігін, ол жақсы жігіт те болады, жақсы жар да болады, және қоғамға да пайдалы азамат болады да. Жаңа интроверт, өзімде интроверт, баламда интроверт деп қалдың ғой. Интроверт болған жаман емес. Әрине, ол қасиет қой. Интроверттің өзінің артықшылықтары бар. Интроверттер жасай алатын жұмыстар бар. Интроверттер 3 ай бойы қимылдамай отырып кітап жаза алады. Экстраверттер жасай алмайды оны. Экстраверттер 1 сағат отыра алмайды. Бұны сұрап жатқан мысалы интроверттер өзінің ойында айтып бөлісе бермейді ғой. Қазір енді осы ашылып өзінің бір жаңа қоғамдық ортаға шығарып айту да интровертке оңай болмауы мүмкін да енді. Мына мысалы айталық 2 жыл бұрын сөйлесіп кездессек осылай. Осылай айтуға дайын емес едің ғой, негізінде. Жоқ, дайын емес едім. 2 жыл бұрын басқаша болатын шығар. Интроверттікті мүмкін өзінің интроверт екенін білмейтін де жігіттер бар шығар деп ойлаймын да мен кейде. Білмеймін, оның тесттері әртүрлі ғой, бірақ мысалға адамдармен жай ғана қарапайым банальный бірінші мысалы адамдармен общение сізді шаршатса, ол уже сіз интровертсіз деген сөз да. Өйткені адамдармен сөйлесу, көп адам талпаның арасында болу сіздің энергияңызды сорса, шаршап қалсаңыз, қайтып аудиторияға шыққыңыз келмей қалса, көпшілікке, значит сіз негізі наверняка интровертсіз. Енді мен бұны қалай жеңдім? Мен қазір мына бір отырыстан шыққаннан кейін негізі бір жарты сағат кемі оңашаланып демаламын мен қазір. Телефон шұқылаймын ба, кофе ішемін ба, кино көріп кетемін ба, телефонда бір тикток көріп кетемін ба. Адам, интроверт адам өзін не шаршататындығын, энергиясын не сорып тұрғандығын білу керек та. Енді сол энергияның орны бірдеңкемен толу керек қой. Бізде көп адам энергиясының орнын не толтыратындығын, жасаған расходының, жаққан бензинінің орны не екендігін білмейді да, сол шаршаған күйімен үйіне барады. Сөйтеді не әйелмен ұрсады, не бала сағасының жай еркелегенін көтере алмай бытшытып жатады да. Мысалға мен жұмыстан келген кездері өзіме практикаға қойған бір нәрсе, енді 100% істеп те жүрген жоқ шығармын, бірақ паркингте бір 5 минут, 10 минут отыра тұру бір менің тәжірибемде бар. Жай телефон шұқылап, бір видеолар көріп, спорт, футбол жақсы көремін, футбол жаңалықтарын көремін ба. Даладан алып келген бір теріс зарядтарымды ма, бір нәрселерімді бір басып, бір 10 минут отыра тұрым керек. Ана орыстар айтады ғой, передышка дей ме, минута пауза деген сияқты бір минут просто өзіңмен өзің қалып, ары қарайғы отбасы деген жігіттің екінші фронтына кіруге бір пауза аламын да өзіме. Өйткені түсініп тұрмын, ақылым жетіп тұр, миым жұмыс істеп тұр. Жұмыс істегеніміз сияқты отбасы да менің бір жұмысым. Я бір жұмыстағыдай бір кәсібилік керек емес шығар ол жерде, жаңа маман ретінде. Бірақ бұл жерде де сен профессионал әке болуың керек, профессионал жар болуың керек. Бұл бір жай бір ұйықтап кететін диванмен ғана ассоциация болмау керек. Ол балаң көріп отыр, қызың көріп отыр, қызың мамасымен қалай сөйлесетінін көріп отыр. Осы бір қызымыздың бақытты болғанын қалаймыз, анау мынау дейміз, бірақ менің әйеліммен қалай сөйлесіп жатқандығын менің қызым көріп отыр ма? Қызымның ер азаматтарға түсінігі содан-ақ қалыптасып жатқанына мен білем. Сол сияқты бір тәрбие деген бір ал енді балам отыр кел, бір отыр әңгімелесейік дегенмен болмайды ол. Бала көрген жұтады, көргенін істейді. Менің Әбдірайым деген жездем болды, марқұм қайтыс болып кетті. Сол кісі айтатын еді, әкесінің бір асында отырмыз, бұл 2000-ші жылдар осы жақында есіме түсті. 98-ші жылдар болу керек тіпті. Әкесі қайтыс болып кеткен, бір 7-сінде отырмыз жездемнің. Әкем мені шақыратын еді дейді, балам кел әңгімелесейік. Жүр, анау мақта жаққа барып қайтайық. Балам ғой бармаймын дейді енді соған. Енді соны енді түсініп отырмын дейді енді. Енді қазір мен балам нетсе, баламды шақырсам, балам келмейді дейді қазір. Балам менімен әңгімелеспейді дейді.
сол сияқты бір осындай бір кішкентай ғана бір элементтерден тұрады да біз нені баланы тәрбиелеу дегенде бір арнайы бір дайындалып жаңа пикникқа шығып шашлик пісіріп бәрін дайындап қойып былқытып қойып барып ал енді әңгімелесейік не сұрағың бар деген сияқты бір өзімізді бір министр сезініп не әңгімең бар дегендей отырғымыз келетін сияқты қоғамдық қабылдау өз үйінен өзі кабинет ашып алған біздің бір кейбір ақсақалдар сияқты отырғымыз келетін сияқты да олай емес жай бір момент деталь балалардың есінде қалатын өз бір бала шақтары туралы сұрап жатсыздар ғой кез келген бала шағына адамның бала кезіне бала шағына қатысты эпизодтар қалған негізі миымызда сәттер қалған минуттар күндер ғана қалған да аз ғана күндер тұтасымен бір 10 жыл есімізде қалған жоқ тура сол сияқты балаларымыздың есінде де әкеміздің бір қабағы түксиіп жаңағы шешемізбен екеуінің ырылдасып жатқаны ғана қалуы мүмкін негізі ал эпизод қана қалатын болса оған бір күлгеніміз ба балымызға бергеніміз ба білмеймін балаңызға не ұнайды әркімнің баласы әртүрлі ғой сол бір қуанышты сәттерді сыйлай алсақ сол маңызды есінде қалып кетеді деп ойлаймын да сосын тағы бірдеңені айта салайыншы көп сөйлеп кеттім ғой деймін осы мынандай ой бар да менде қазір балаларым отыр 2 ұлым бар 2 қызым бар мамасы бар бәріміздің бір дастархан басында отырған кезіміз қазіргі енді бір 5-6 жылда болмайды осы қайталанбайды қызым мектеп бітіріп кетеді сөйтеді университетке түседі сонымен кетеді қайтып басымыз қосылмайды өйткені мен бұны неден білем қазіргі біздің қара шаңырақта адам аз ғана қалған да осы біздің Жетісайдағы қара шаңырақта бұрын топырлап мен мамам жаңа күніне 2 рет нан жауып деген сияқты бір қазан тамақ істеліп кешке бәріміз анау қайда деп абыр сабыр жаңағы қой қоздап қора түйе боздап деген сияқты у-шу болып жататын қазір ондай емес тап тыныш та барлығы өзінің отбасы өзінің семьясы бар ол эпизод 95 жылдардағы эпизод енді қайталанбайды сол сияқты біздің кезіміз осы өмір сүріп отырған реалиямыздағы сияқты балаларымызбен бір дастархандағы отыратын момент бір мәңгілік сағыныш болып қалады ертең 4-5 жылда осыны пайдаланып қалу керек ертең қызымыз күйеуге тиеді ұлымыз үйленіп өзінің отбасы болады сосын әйеліңіздің бетіне қарап фотоальбом ақтарып сағынып отырасыз жаңа кәсібилік туралы айттық қой қызметтегі кәсібилік мысалы бір өзінің ісін тапқан адам ол шаршамайды өзінің ісінен ләззат алады және ол былайша айтқан кезде бір саланы тереңдеп біліп профессионалдығын арттыра берсе оған қоғамнан да жұмыстан да сұраныс өте үлкен көбейіп тұрады дегендей мына осы тасқын су кезінде өткенде ғана бір жаңалық кең тарап кетті ғой Ақтөбедегі бір ана су бөгенінде механизм істемей қалған қателеспесем 60-ға жуық қызметкер жұмыс істейді сол жерде ешқайсысы істей алмаған ананы сөйтіп кеше ғана зейнетке шығарып жүрген бір кісіні тауып алғанда сол кісі жарты сағаттың ішінде істеп берген анау рельстен шығып кеткен ғой көтерейін десе өте ауыр екен ана кісі жарты сағаттың ішінде жолын тауып соны қойып тұтас Ақтөбені былайша айтқан кезде бір бөлігін судан аман алып қалды деп ол жаңалықты сол мекеменің өзінің басшысы интервьюда айтып тұр да ол жерден бірнеше бір дүниелер шығады біріншіден қызметтегі 60 адамда ондай бір құзыреттіліктердің бір жетіспеушілігін байқаймыз расында бұл бір буын алмасқан кезде шынында да маманның тапшылығын екінші ана кісі шынымен кәсіби бір біліктілігін арттырған адам болып тұр да былайша айтқан кезде жаңа айтып отырмыз ғой өзінің икигайын ба жаңағы өзінің бір нақты бір жұмысын тапқан ол кісі сол су шаруашылығынан мұрап болып жұмыстан жаңа зейнетке шықса да керек кезінде ол кісі былайша айтқан кезде қоғамның игілігіне біздің қоғамды проблема бір жаңа жұмысшы жетіспейді деген ақсататын бір нәрсе бар ғой пока осы жерде жүрмін деген бір понятие бар бір жақсы жұмыс күтіп отырмыз әні-міне болып қалады айтып қойдық резюме жіберіп қойдық или ана кісі өсейін деп жатыр мен реально сондай таныстарым бар айналамда пока мына жерде жүрмін ана кісі өсіп жатыр ертең өседі деп жатыр сол кісі мені тартады ғой деген сияқты өзінің қазіргі кезінің бір профессионалы болуға еш талпынбайды да пока жүр енді осы жерде жаңа пока таксист болып жүр деген сияқты 20 рет айттық қой шынымен сен таксист болсаң да профессионал таксист болшы осы Түркияда екеуміз болдық қой деймін бір үлкен кісілер таксовать етіп қасына салфетка қойып қойған бір таксиіне мінсең рахаттанасың да өзінің өйткені жұмысын жақсы көріп клиентін жақсы көріп жұмысын істеп жүр да осы менің рызық несібем құдайдан келіп тұрған осы несібе осылай келіп тұр деген сияқты ал бізде олай емес қой пока жаңа су шаруашылығында жүреді министрлікке Астанаға ауысқанша пока бір неде жүреді әйтеуір
пока әйтеуір өмірі покада жүреді. Бүгінмен өмір сүрмейді, өмірі бір ертеңмен өмір сүріп жүреді. Өзі бүгінмен өмір сүру туралы бәрі айтып жүр ғой, өзі молдалардан психологтарға дейін. Оны бір бізге қатысы жоқ әңгіме сияқты көреміз ше оны. Тек бізге қатысы бар ғой. Осы профессионализмді не үшін қозғадым? Ол өмірде жұмыста түсінікті. Сен бір саланы жақсырақ меңгеріп, терең теориясын біліп, жаңағы сол ортаның тәжірибесімен білетін адамдармен жақын жүріп деген сияқты білсең, оны үйрене қойып, меңгере қойып, былайша айтқан кезде жыл өткен сайын неңді арттырасың, иә, құзыреттілігіңді. Ал енді отбасында да профессионал болу керек деп жатырмыз ғой енді. Өзің айттың ғой жаңағы, профессионал әке, профессионал жар деген сияқты. Оның бір мектебі жоқ қой енді, оны не істейміз? Енді өзі тәжірибе таяқ жеумен келеді деген сөз бар қазақта. Мысалға менің тәжірибем таяқ жеумен келіп жатыр. Және қызық болған кезде оның былай екендігін бір кісілер негізі уақытында айтқан негізі бізге. Білесіздер ме, осы бір аталармен или бір көкелермен сөйлесіп отырсаң, ол әйеліңмен ұрысып қалған кезде үндемей ақ қойсайшы деген бір әңгімені бар ғой, осы мысалға дейікші, бір банальный мысал. Талай бір 50-ге келген кісінің талай айтқан осыны. Әйелің сөйлеп жатқанда сен үндемей ақ қойсайшы дегенді. Бірақ оны өлсең істейсің ба мысалға да, сен әйелің сөйлеген кезде қалай ол? Үндемей отырасың, айту керек қой. Мысалға осыны енді бір жасымыз 40-қа келген кезде енді жайлап түсініп жатырмыз да. Осыны бар ғой, қызық болғанда Максим Шевченко бар ғой, баяғы атақты осы бір нелерде жүр ғой, пабликтарда атақты кісі ғой. 2000 қай жылы, осы бір 17-ші жыл ма Алматыға келді. Сол кезде мен сол кісіні алып жүрдім, бір 2-3 күн қасында болдым Максим Шевченконың. Сол кезде ол кісі бір 50-де болатын. Максим Шевченко айтқан, сол күн бір туған күні болып қалды ма, бірдеңесі болды, ұмытып отырмын. Сол жас туралы әңгіме болды. Или әйелдің туған күні болды ма, біз сол әйел туралы сұрақ қалдық. Әйеліммен қалай сөйлесу керек екенін бір осы кездері енді түсініп жүрмін дейді Максим Шевченко. 50-де әйтпесе жас. Сол сияқты бір жаңағы өмірлік профессионализм, оны қайдан білеміз деген сияқты өзі бір кешегі өзіңнен сабақ алып үйренетін шығарсың деп ойлаймын мен. Білмеймін, менің тәжірибем солай. Өйткені біреудің айтқан ақылын бір қабылдауың бір өте, білмеймін енді, бар шығар одан сабақ алып үйреніп кеткен адам. Өте қиын болады екен. Бірақ өзі мұсылман адам бір қолын бір іннен шаққызып алса, екінші рет шақтырмайды деген сияқты. Өзі бір кешегі өзіңнен тәжірибе алу керек сияқты, біріншісі. Екіншісі, бірақ енді ал енді бір тәжірибе қаяқтан келеді, жаңағы бір таяқ жеп алайын, содан кейін тәжірибе келеді ғой деп отырмай, үнемі іздену. Жетістікке жеткен адамдардың өмірін қарау, сол саланың мамандарынан сұрақ қою, ағаларды жағалау деген сияқты, ол салада да білім арттырып отыру керек. Өйткені бір нәрсе қоса салайын, бізде жаңағы сен айтқандай профессионализм, кәсіп, бизнес, анау-мынау меңгере береміз. Бірақ мынау өмірлік фронттағы білімді өзі бола беретін сияқты, өзінен өзі бір дамып кететін сияқты көре береміз. Әлгі бір қызық суреттер бар ғой интернетте. Бір қолмен жұмыс істей берген адамдардың бір қолы бір не болып кетеді ғой, бір мускулисті болып кетеді ғой бір. Бірақ бір қол ондай емес та. Тура сол сияқты біз профессионал инженерміз, профессионал архитектормыз, профессионал журналист шығармыз. Бір қолымыз дамып кеткен адам сияқтымыз да. Бірақ профессионал әкеміз ба біз? Оғыл бойынша не іздендік, не оқыдық? Жарайды, сен профессияң бойынша курсқа барыпсың, тренинг үйреніпсің, жаңағы қалай баюды үйреніпсің. Бірақ жақсы жар болуды қайдан үйренесің? Ол жаңағы мен бірінші сөзімде айтқандай, тұтасымен саған пайдасын тигізбес, сенің әйелің басқа шығар. Сенің балаңның тәрбиесі, болмаса тұратын өңірің басқа шығар. Бірақ сен ізденсең, бір өзіңе ой келеді. Әйеліңнің бір нәрселерін бір елестетіп, бұлай қылуға болады екен ғой деген сияқты өзің дамытасың. Өзі көп жігіттің проблемасы мен көрген. 30-дан кейін тәуір жұмысқа тұрады, жақсы айлық ала бастайды, құдайға шүкір. Бір жаңалау машинаны мініп алады. Бір қалан шетінен бір үй салады, 40-қа дейін. Патолог осы. Көп адамның. Сөйтеді де өспейді. Осыдан кейін ізденбейді. Болдым, толдым деп ойлайды. Осы да жетеді деген сияқты. Қанағат, шүкіршілік жақсы. Бірақ өзі тоқтаған су борсиды, борсығаннан кейін сасығаны сияқты. Өзі дамымаған адам, күнделікті өзі бір күні екінші күніне ұқсамаған адам ұтылыста деген сияқты күн сайын будь
не жаңағы сен біреуден артық болма, кешегі өзіңнен артық бол деген бір даналық сөз бар ғой орыстарда. Сол сияқты кешегі өзінен артық болмаған сайын өзі тұрақтап қалғаннан кейін ол дегенерация ғой былайша айтқанда. Өз керісінше осы бір ізденетін кезең, ары қарай өсетін кезең осы бір 30 бен 40-тың төңірегі ма деп ойлаймын. Өйткені бұған дейін сен ата-анаңның тәрбиесін алдың, мектептің тәрбиесін алдың, университет, магистратура деген сияқты қоршаған ортаң бар, жаңа түскен жұмыс ортаң бар, бәрін бүйтіп алып келді да сені бір толықтырып келді. Ал енді артыңнан іні еріп, артыңнан жар еріп, артыңнан бала, артыңнан әйел ерген кезде керісінше жігіттердің қатты іздену керек, тыраштану керек, тынбау керек кезеңі маған осы бір 30-40-қа жақындаған кезеңдер сияқты болып көрінеді маған. Өзі өсу екі бағытта жүреді ғой, біреу вертикаль, біреу горизонталь деп. Вертикаль өсуің бүгін инженер болсаң, ертең бас инженер, жетекші инженер, басшы болдың деген сияқты қызметтік бір карьерамен өсуің, немесе әскери жаңағы полиция саласында істесең, шеніңнің өсуі, полковник, подполковник болдың деген сияқты. Бірақ онымен бірге жаңағы горизонталь өсу дегенде бар ғой. Бір адамсың, бірақ сен бүгін жаңа мына бір кәсіпті игердің, ертең мына мобилографияны біліп алдың деген сияқты былай. Көлденең кәсіби кеңінен өсу деген сияқты. Бізде бірінші бір өсу, мансаптық өсу деген сияқты моменттер кеңірек насихаттауы мүмкін, бірақ былай өсу, яғни қор жинауың басқасы деген сияқты кішкене бір артта қала беретін сияқты. Қазір енді осы соңғы уақытта өзі ақпарат күн айдынында, күн тәртібінде өзі бірақ нәрсе болып тұр ғой, сот процесі, атышулы сот процесі. Енді бір адамның тағдырының ішіндегі бір отбасылық қағиданы, отбасылық бір өмір талқылау жақсы емес. Бірақ енді қоғам болып талқылап жатқаннан кейін және өзің енді осы нағыз жігіт болудың бір 7 жолы, идеал жігіт қандай болу керек деген сияқты тақырыпты қозғап, отбасылық тақырыпқа бұрылып жүргеннен кейін бұл нәрсені айналып өтуге болмайтын шығар. Қазір енді мысалы осы бір жаңалықтар легі, өткенде қарап отырмын, тікелей эфирде 170 мың адам көріп отыр. Бұл енді қоғамның тарапынан қатты бір қаралып, фокуста тұрған тақырып. Оның үшін тұрмыстық зорлық-зомбылық деген тақырып бар, күйеу мен әйелдің қарым-қатынасы деген тақырып, бала-шаға деген сияқты көп осы бір отбасыға қатысты бір тақырыптардың бір фокусы болып тұр да енді. Енді осыдан кейінгі бір жағдайға тоқталайық. Мысалы, бұл оқиға отбасыларымызда нені өзгертуі мүмкін? Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң шықты қазір, мына оқиға болып жатыр, жақында соттың мысалы шешім шығады. Бұдан біз қандай сабақтар алуымыз мүмкін? Нені ескеріп, нені ескермеуіміз керек деген сияқты. Бұған қатысты мен бір нәрсе айта аламын. Енді Бишімбаев, сот, енді сыртынан қараған кезде бір бүкіл жаңа 170 мың адам көріп отырсыз деген сияқты бір шоу сияқты, қызық болатын сияқты, қазір ол бір өмір бақи бас бостандығынан айырылатын сияқты көріп жатырмыз ғой. Ол солай жасағандығы толық дәлелденсе, ол лайықты жазасын алу керек. Бірақ мені ол ракурстан көрі, өйткені енді біз ашық қоғамда, зайырлы, демократиялық қоғамда 170 мың адам көріп отырып талқыланған сот, ол бір әділ үкімдер шығады деп ойлаймын. Мен одан көрі көбірек уайымдайтыным, менің балам тиран болмай ма? Мен фокусымды сол Бишімбаев оқиғасынан түйетінім, менің қызым Бишімбаев сияқты біреуге тап келіп қалмай ма дегенге көбірек толғандырады мен. Өйткені мен Бишімбаев ісіне өз бір круг влияния, круг волнения деген сияқты менің коммент жазғанымнан, айғайлап пікір білдіргенімнен, оңбаған деп балағаттанғанымнан не өзгереді одан? Лучше мен фокусымды көбірек ақыры алаңдатып тұр ма? Біздің қоғамда осындай жауыздық оқиғалар орын алып жүр ма? Ұлымды ондай болып кетуден сақтандырғым келеді. Және қызымды бұндай жігітке қалай тап болып қалудан жаңағы сақтандырғым келеді. Өйткені бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Бишімбаев аспаннан түскен жоқ. Салтанаттар космостан келген жоқ. Осы айналамыздағы адамдар еді. Сондықтан фокусымды көбірек өзімнің семьяма бұрғым келеді бұндай жағдайда. Өйткені бұны әлгі моя хата с краю деген сияқты ойлауы мүмкін адамдар. Олай емес, мен бір Бишімбаев жазасын алмасын, болмаса салтанаттың жаңағы жайы сол күйі қала берсін деп отқан жоқ. Менің де жүрегімді ауыртады.
бірақ менің фокусым мына жақта. Біздің кіндігімізден Бишімбаевтар шығып масқара болып жүрмейік. Сонша коммент жазып балағаттаған кезде ертең ақ біздің баламыз өседі. Ертең ақ біздің қызымыз бой жетеді. Солардың тағдырына көбірек алаңдауымыз керек. Иә, ол бізде мысалға білмеймін енді бір тұрмыстық зорлық, зомбылық, анау мынау деп көп жаңа помпезный әңгімелер айтылып жатыр. Ондай оқиғалардың болып жатқаны да бір өтірік емес қой. Бізде бір жаңа тек бір әйелдерді қорғап жатқан сияқты, бір еркектер адам емес сияқты, бір жаңағы еркектерді керісінше қорғау керек сияқты да айтып жатқан адамдар бар ғой. Болып жатқаны да бір өтірік емес қой кейбір оқиғалардың. Сондықтан ол бір ешкім бір тып-тыныш жүрген, тату-тәтті болып жүрген отбасы болсаңыз, өзінен өзі сіз бір тұрмыстық зорлық, зомбылық бойынша түрмеге қамап тастайын деп жатқан жоқ қой. Сондықтан айыппұл салып өзі бір өзіңнің шекараң біткен жерден біреудің шекарасы басталады деуші еді ғой. Сен өзіңнің шекараңды білсең, конституцияда, заңда сізді қорғайды деп ойлаймын. Енді ол білмеймін, басқа не айтуға болатын бұл темада. Бір былайша айтқан кезде дәлме-дәл келіп тұр да, осы бір енді осы оқиғалардан кейін мысалы расында да мемлекеттік органдарда қаттырақ кірісіп, қаттырақ шұқшияды. Екіншіден қоғамның да бір назары осыған бұрылып тұр, және қоғамдық бақылау күшейеді. Бұл шынымен де бір отбасында ғана емес, бүкіл мына қоғамда да, отбасында, көшеде тәртіпсіздік, зорлық-зомбылықтың бір азайғаны ол бәрімізге қажетті, пайдалы нәрсе ғой. Енді осы тұрғыдан мысалы енді кітаптың аты «Идеал жігіт» қой. Жігіттің рөлі, жігіттің орны қалай болады? Бұл жігіт пен жарының бір тең қарым-қатынасына құрылу керек па? Европа, батыстың бір қағидалар айтқандай, әлде шығыстағы сияқты әйел кісінің сәл төмендеу тұрғаны қажет бола ма? Осының бір балансын қайдан табамыз? Өйткені мына оқиғалардан кейін қарасақ, тепе-теңдік жағдай, немесе тіпті әйел кісі жоғарырақ шығу керек, біз осыған дейін теперіш көрдік деген сияқты бір кейбір қозғалыстар осында айтуы мүмкін. Мысалы өткенде бір жігіт айтады, патриархат заманнан кейін матриархат заман келіп, әйелдер бізден кек алып жатыр деп әзілдеп отыр еді. Білмеймін, біз енді бәрібір шығыстық қазақ құндылықтар кетпеген Қазақстанбыз ғой. Сондықтан бір мүмкін енді бір ішінара болса болатын шығар. Енді менің көзім толық жетіп тұрған жоқ ол нәрсеге. Сондықтан бір оғаштық дейміз ба, ерсілік дейміз ба, бұндай не деп айтса болады, өзі білмеймін. енді бір сұрақтарыңыз қиын екен сіздің. Қай жағынан оғаштық? Жаңағы нені айтып отырмыз ғой, бір әйелдер билеп кетеді бізді, әйелдер басқарып кетеді дегенге мен өз басым бір қатты күмәнмен қараймын. Өз еркек басқару керек деп айтамыз, жаңа әйел бағыну керек деп айтамыз. Негізі әйел бағынғысы кеп тұрады негізі. Ол табиғи өзінің болмысы шынымен солай. Егер бірақ еркек, жігіт адам өзінің мойнындағы міндеттерін, функцияларын толығымен атқарса. Егер енді сіз өзіңіздің мойныңыздағы міндеттеріңізді толығымен атқармасаңыз, сіз атқару керек міндеттерді жайлап әйеліңіз ала бастайды. Сосын жаңа қоғамдық тепе-теңдік сіз айтып отырған осыдан бұзылатын шығар деп ойлаймын. Біз бір әйелдерді жазғырғаннан көрі жігіттер өзіміз жақсы жігіт болуға күн сайын ұмтылуымыз керек сияқты көрінеді. Өзіміздің былайша айтқанда жақсы жігіт деген не ол? Өзіміздің мойнымызда не функция бар, соны дұрыс атқарайықшы. Таңертең жұмысқа кешікпейік дегеннен бастап, білмеймін, денсаулығымызға қарайық, әйелімізге көңіл бөлейік, білмеймін, баламыздың тәрбиесі, жақсы ақша табайық. Не бар мойнымызда, не міндеттер бар? Қоғам, Құдай алдындағы не міндеттер бар? Соларды атқарып алсақ еді, ол бір әйеліміз бергеш бер сені басқарайын деп отырған жоқ шығар деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда мүмкін енді бар болса ішінара кездесетін шығар, бірақ ондайды өз басым көрген жоқпын. Әйелдердің айғайлап алға шығып кетіп жатқан себебі жігіттер міндетімізді дұрыс атқара алмай жатырмыз өкінішке қарай. Азаматтық міндеттерімізді. Мына осы жаңа айттық қой, осы бір шығарманы жазу барысында болсын, оған дейін де әлеуметтік желіге шығу уақытында болсын, соған дейінгі бір тәжірибелер көп көмектесті бе? Ауыл-ауылдарлаған кез, телеарнадағы басшылық кезең. Негізінде қандай бір проблемалар бар жігіттерде? Осыған фокус беріп, осыны шешу керек дегендей.
және ол нәрселерді қалай шешеміз, мысалы айталық енді басқара алмай жатыр жігіттер, немесе өзінің бір міндетін атқара алмай жатыр дейміз ғой. Қандай міндеттер негізінен проблема? Немесе былай айтайық, жеке тәжірибеде, жеке бақылауда сенің өзіңе әлеуметтік желіде бір өзінің оқиғасын бөлісіп жатады ғой. Ойбай, рахат бар ғой, осы бір сіздерге бір масқара нәрсе айтайын. Менің күйеуім дейді, бір кісі әйел жазады. Күйеуім, ей, балаңа памперс алып келсей десем, мен кеше әкелгем, бүгін сен әкел деп айтты дейді. Осындай мысал бар ғой менің дайректімде мынадан. Просто қазір суырып салып біреуін айтып отыр. Енді бұл сенің өзіңнің балаң. Сенің оның памперсін әйеліңмен бөліп төлейтін болғаннан кейін енді ол қалай болды енді ол? Жарайды, бопты, бір мысал, жігіт жұмыстан шығып қалған шығар, бір әртүрлі жағдай болған шығар, өмір ғой енді, жарайды. Жігіт емес, әзірге бір әйелі ғана жұмыс істеп жүрген шығар, өмір болған кейін әртүрлі жағдай болатын шығар. Бірақ міндет қып, кеше мен әкелдім, енді сен әкел деген болмайды ғой енді ол. Біртүрлі ғой, мысалы, жігіт осы біздің жігіттігіміздің түрі айналамызда отқан оқиға осы. Осы ма мысалы? Және онымызбен қойылмай әкіреңдеп оны ұратын болсақ еще. Осындай ма көн дейтін болсақ оған. Енді тұрмыстық зорлық зомбылық шығар енді бұл. Сен егер балаңды асырап отсаң, памперсін әкеп отсаң, тамағы тоқ болса, көйлегі көк болса, сенің әйелің өзінен өзі бір ұрыс шығарса, енді ол басқа әңгіме шығар. Бір ғана деталь, жай кішкентай жөргек несін әкеп бере алмай отыр. Немесе алиментін төлемей жүрген жігіттер қаншама. Осындай хаттар менде көп-ақ. Және алимент аз төлеу үшін бір жаңағы пенсионныйдан ба бірдеңке мен технически істеуге болады екен ғой бұны. Болмайтын ай сайын бірдеңке түседі дейді. Негізі оның табысы, бизнесі дүрілдеп жүріп жатыр дейді. Мен үшін емес, сен өзіңнің кіндігіңнен туған балаңа берсе ақшаны, қыздар жазады. Жоқ, бермейді, өзі ана жақта шиковать етіп өмір сүріп жүр. Немесе мен кәдімгі реально түрін білетін бір жігіт бар. Бір отпускной деген сияқты бірдеңкесі артығырақ түсіп кеткен ғой әйеліне. Жаңағы алимент түсу керек. Жаңағы отпускной 13-ші айлық түскеннен кейін оны да жаңағы автомат аударып жіберген ғой бухгалтерлер. Күйеуі анадан қайтарып алып жатыр дейді да, жаңағы бұрынғы күйеуі. Шатасып түсіп кетті, қайтар деген сияқты. Сенің мынау 3 балаңа ғой ол ақша болған емес қой. Кәдімгі ұсақталып кеткен кезде енді басқа білмеймін қандай мысалы. Өзіміз аталарымыз мынандай болған, аталарымыздың атының басы Атлант мұхитына тірелген деген сияқты бір үзеңгімізді керіп шіренген кезде жаңа үзеңгімізді үзе жаздаймыз. Мына жақта памперсін әпере алмай жүрміз да. Білмеймін енді мен басқа қандай мысал келтіруге болатын. Осындай мысалдар біздің қазақ жігіттеріне қатысты. Осының бастауы бар ғой. Мынадан да шығатын сияқты. Мысалы, үйде өзі ұл қыз болып өссе, мысалы, ұлы бар, қызы бар. Көбінде акцентті қызға береді жаңағы. Қыз үйдің шаруасын істесін, қыз тамақ істей алсын, қыз үй жинасын деген сияқты. Жігітте көбінде еркіндік болады да, бір сыртқа шығып кетеді, футболын ойнайды, сыртта жүреді деген сияқты. Оны бір еңбекпен баулу, үйдің шаруасын араластырмау деген сияқты бір мәселе болады да бір жас кішкентай күнде. Кейін ол кәдімгі әдет болып, былайша айтқан кезде бүкіл жауапкершілігі, үйдің жауапкершілігі ол қыздың бір шаруасы сияқты. Ол бала бір еш нәрсемен араласпау керек, ол айналыспау керек, ол бір сыртта жүру керек деген сияқты бір шығады ма деп те бір. Тура сол. Жаңа мен айтып отқан нәрсе сол ғой. Балаңыздың мойнына өзіне жараса жауапкершілікті күн сайын жай арта беру керек деп айтып жатқан себебім сол ғой. Жаңа өзімнің мысалымды келтіріп. Өйткені мен танитын біраз жігіттер бар да, мысалға. Біраз жігіттердің проблемасын айтып, жігіттердің бәрі амандаспай кетпесін. Паспорттағы жасы үлкен де енді. 50-ге келген деген сияқты, возрасты. Бірақ әңгімелессең, понятиясы бір мектеп баласының әңгімесін айтады. Чекаптың қарама-қарсы нұсқасы дейсің ғой. Немесе мынандай нәрсе болды ма сіздерде ауылда? Жоғарғы сыныптың балалары немесе бір сізден жасы үлкен жігіттер сізге бір кола ма, мұздай кола алып келші деген сияқты бір жұмсайтын оқиғалар болды ма? Бізде мысалға сондай оқиғалар болғанда өзіңнен әлсізді бірдеңкеге жұмсап, жаңа кола алдырып, бірдеңке алып деген сияқты. Білмеймін, сен ініңе қамқор болса, одан қайта. Мен осындай әлі де бар болса, сол айтқан болатын едім. Біз мысалға сондай бір дедовщинаның, ауылдық дедовщинаның шет жағасын көрдік деп ойлаймын да. Әйтеуір өзінен әлсізді тұқыртып тұру, соны пайдаланып қалғысы келу. Бір жаңа ауылдан основасы неден шығады, бала кезден шығады деп атқаныңыздан да мүмкін өзі бір
ертеңде сол бір қатын алдым болды, осыны бір тұқыртайын, осыны бір жаңағы басқарып алайын, жаңағы басқарып дегенді бізде басынан ұрып қатына бастан дегенді бір сөйтіп түсінеді ғой. Енді бүгін біз Ерланмен сұхбаттастық қой, жаңа сөз арасында айтқан кітап, бұл мына осы кітап «Идеал жігіт» деген. Ал аяқтаймыз ба онда? Рахмет. Осы идеал жігітке қатысты маған көп хат келді. Ұрысып жазған кісілер де бар. Неғып идеал? Идеал деген адам болмайды ғой. Идеал Құдайға ғана тән ғой деген сияқты. Мен идеал жігіт деп қойған бір себебім, идеал болып кету мүмкін емес шығар, бір кіршіксіз, тек кристальный чистый болу мүмкін емес шығар адам баласы, пәнда баласы болғаннан кейін. Бірақ адам баласы күнделікті идеалдыққа қарай қадам басу керек деп есептеймін мен. Мысалы, біз пайғамбарымызды үлгі етеміз, ол кісі бір идеал адам болған дейміз. Сол кісіге ұқсағымыз келеді, былайша айтқанда. Тура сол сияқты жігіт адамда бір идеалдыққа қарай күн сайын өсіп ілгерілеп отыру керек деп есептеймін. Мен кітабым бір сол жолды жеңілдететін бір объездной жол сияқты, мүмкін өзі-ақ баратын шығар, бірақ біз бір басымызды тасқа да тауға да ұрып барып тәжірибелермен жинаған тәжірибелерімді бір кітапқа сығымдап беріп отырмын. Оп-оңай жедел жете салуға бір билет сияқты кітап менікі. Оқып көріңіз, көрсе екен, менің аккаунтыма, сіздің аккаунтыңызға жазса, сындары бар шығар, ескертпелері бар шығар, пайдалы болады маған. Жақсы, рахмет Ерлан. Рахмет шақырғаныңызға.